сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Қызым, ар баласың ба? Әлде жай ғана тұрсың ба? Деген сөзден Мәдина селк етіп, супермаркет кіре берісінен шегініп, екі баласын ерткен ашулы әйелге жол берді. Арба тарс етіп өтіп, оның сөмкесін қағып кетті. Желтоқсанның 30-ы қарапайым астаналық дүкенді нағыз құмырсқа илеуіне айналдырып жіберген еді. Адамдар сөрелердің арасында ары-бері сабылып, не болса соны іліп алып, шампан тұрған тоңазытқыштардың жанында шынтақтасып жатты. Мәдина өз арбасын алып, сатып алушылар легіне сүңгіп кетті. Төбеде жаңа жылдық әуен гүрілдеп тұрды. Касса жақта бір бала шоколадтан жасалған аяз атаны талап, өксіп жылап жатты. Мандариннің иісі наубайханадан шыққан жаңа піскен нанның хош иісімен араласып, осы иістерден басы сәл айналғандай болды. Бұрын анасы әрдайым тізім жасап қоятын, деп ойлады Мәдина Зәйтүн тұрған сөренің жанында аялдап. 3 жыл бұрын олар үшеуі дәл осы дүкенге бірге келетін. Әкесі арбаны итеріп, жаңа жыл қарсаңында бағалар зымырандай көкке ұшады деп әзілдейтін. Анасы блокноттағы атауларды мұқият сызып тастап отыратын. Ал Мәдина себетке испаниялық қақталған ет пен француз ірімшігі секілді артық дүниелерді салып жүретін. Кейін бәрі бірге үйге қайтатын. Асүйде көңілді шығармашылық қарбалас басталып, түн ортасына қарай дастархан түрлі салатқа, пеште пісірілген күркетауыққа және анасының атақты Наполеон тортына толып кететін. Қазір сол блокнотта жоқ еді. Ваниль мен даршын иісі аңқыған. Қонақ бөлменің табалдырығында еден сықырлайтын. Қабырғасында отбасылық суреттер ілулі тұрған үйде жоқ болатын. Мәдина тамағына тығылған түйінді әрең жұтып, арбаға Зәйтүн салынған банкасын нық қоя салды. Жылайтын уақыт емес. Ермекпен қарсы алатын алғашқы жаңа жыл. Жаңа бір дүниенің бастауы емес пе еді? Жаңа дәстүр, жаңа өмір. Бірақ дәстүр жағынан олардың ісі әлі оңға баспай тұрған. Телефон қалтасында дір етті. Мәдина оны алып, ермектен келген хабарламаны көрді. Кеңес ұзап кетті. Мүмкін бәрібір мейрамханаға барармыз. Мен броньды қайтарған жоқпын. Ол терең тыныстап, жауап жаза бастады. Ермек, біз келіскен едік қой. Ләззат апайдың дачасы. Тыныш жайлы. Тек екеуміз ғана. Жауап бірден келді. Жарайды, жарайды. Тек көп ас дайындама. Мен диетадамын. Диетада желтоқсанның 31 күні. Мәдина телефонды қалтасына салып, арбаны әрі қарай жылжытты. Ермек оның өмірінде 1 жыл бұрын пайда болған еді. Бойы ұзын, күтімді, қалағанын алуға дағдыланған адамның өзіне сенімді күлкісі бар. Элиталық аудандағы сәнді мейрамханада өткен корпоратив кеші. Мәдина панорамалық терезенің жанында бір бокал газдалған сусын ұстап, қар жамылған үлкен шаһарға қарап тұрған. Сол сәтте жанынан Ермек пайда болды. Жаңа жылды жалғыз қарсы алып жатырсыз ба? Деп сұраған еді ол. Бұл қылмыс па? Деп Мәдина күлді. Біз әріптестермен қаланың шамдарын тамашалағанды жақсы көреміз. Онда бірге қарайық. Олар бірге қарады. Кейін биледі. Сосын Ермек Мәдинаны таксиге дейін шығарып салып, телефон нөмірін сұрады. 3 күннен кейін Мишлен жұлдызы бар мейрамханаға кешкі асқа шақырды. Ол жердегі 2 адамға арналған есепшот оның 1 айлық жалақысымен тең еді. Мәдина сол кезде қарапайым қара көйлегімен салтанатты кешкі киім киген әйелдердің ортасында өзін ыңғайсыз сезінді. Бірақ Ермек соншалықты ілтипатты, соншалықты әдепті болды. Біртіндеп бойындағы қысылу жоғалды. Ол себепсіз гүл сыйлайтын, театр премьераларына апаратын, қала сыртындағы клубтарға шақыратын. 4 ай бұрын дәл сол алғашқы кешкі ас өткен мейрамханада ұсыныс жасады. Даяшы десерт әкелгенде, шоколадты мусс салынған ыдыстың ішінде кішкентай гауһар тасы бар сақина жатты. Мәдина, сен ақылсың, сұлусың, сенімдісің. Мен сенің әйелің болғаныңды қалаймын. Сенімді ол кезде бұл сөз оған мақтау сияқты көрінген еді. Қазір үйрек төсіне кезекте тұрып,
Мәдина кенет бір нәрсені түсінді. Ермек бірде бір рет сені сүйемін деп айтпаған. Оның не сезінетінін, шын мәнінде нені армандайтынын сұрамаған. Мейрамханаларда, сапар бағыттарын, тіпті кинода көретін фильмдерді де өзі таңдайтын. Ал Мәдина келісе беретін. Өйткені ата-анасы қайтыс болғаннан кейін өмірінде пайда болған бос орынды Ермек өзінің қуатымен, шешімдерімен, бар болмысымен толтырып жүргенде еді. Мүмкін ол жай ғана жалғыздықтан шаршаған шығар. Келесі деп сатушы дауыстады. Мәдина селк ете қалды. Үйрек төсін беріңізші. Шамамен 800 грамм. Етті өлшеп жатқанда, ол 2 күн бұрын кешке соғылған Ләззат апайдың қоңырауын есіне алды. Мәдинам, күнім. Ләззат апайдың дауысы қуаныштан сыңғырлап тұрды. Елестетіп көр. Болат арзан жолдама тауып алды. Арғы күні ұшамыз. Мен шоктамын. Жөнді купальнигімде жоқ. Мәдина күліп жіберді. Ләззат апай, шындап айтып тұрсыз ба? Ал жаңа жыл ше? Жаңа жылды пальманың астында коктейль ішіп қарсы аламыз. Сенімен бір өтінішім бар. Үйге көз қырын сала тұр. Мырзаны тамақтандырған соң қоярсың. Тоңазытқышқа азық толтырып кеттім. Қымбат шарапты қалдырдым. Қаласаң шағын кеште ұйымдастыра аласың. Ләззат апай, біз Ермекпен әлі қайда болатынымызды шешкен жоқпыз. Онда шешіңдер. Үй бос тұр. Жылу бар. Каминді жағасың. Керемет емес пе? Оның үстіне мырза да адамдарсыз сағынып жүр. Кілттерді күзетке ескертіп қойдым. Ләззат апай әрдайым импульсивті болатын. 54 жасында ашық түсті шарф тағып, шашын мысыр реңкті қоңыр түске бояп, туристік агенттікті шытырман оқиға секілді жүргізетін. Мәдинаның ата-анасы қайтыс болғаннан кейін, дәл осы Ләззат апай оны қайғыға батып кетуден сақтап қалған еді. Күн сайын хабарласып, бәліш көтеріп келіп, театрға ертіп жүретін. Рахмет, Ләззат апай. Ойланып көрейін. Ойланба. Әрекет ет. Өмір ойлануға тым қысқа. Мәдина солай істеді де. Ермекке ымыра ұсынды. Шуылдақ әрі қымбат мейрамханада емес. Оның элиталық ауданда тұратын ата-анасының үйі де емес. Қабырғалары бос өз пәтері де емес. Дача тыныш жайлы. Романтикалық. Ермек қарсылық білдірді. Мәдина, бұл тым ауылда сияқты ғой. Жолға 2 сағат кетеді. Кептеліс болып қалса ше? Онда камин бар. Оттың жанында сусын ішіп, тыныштықта отыруға болады. Үйде де тыныштық жеткілікті еді. Бірақ Мәдина райынан қайтпады да. Ақыры Ермек берілді. Жарайды, тек мен кешіріп келемін. Клиентпен кездесуім бар. Оны кейінге қалдыра алмаймын. Кешкі сағат 10 шамасында жетемін, деді ол. Соңғы бір аптада жоспарлар соншалықты жиі өзгерді. Мәдина бәріне үлгере алмай қалды. Бірде орталық көшедегі мейрамхана делінді. Жоқ, Ермектің достарының пәтеріне барайық деді. Жоқ, бармасақ ата-анамыз ренжиді деді. Жоқ, қайтадан мейрамхана. Онда үстел әлдеқашан брондалған деді. Бас айналып кеткендей болды. Ал оның шын мәнінде қалаған жалғыз нәрсесі бір шешім қабылданып, ақыры тоқтау еді. Енді шешім қабылданды. Ертең желтоқсанның 31 күні. Ол күндізгі 3-те жұмыстан босайды. Қарағайлы алқапқа барады. Кешкі ас дайындайды. Ермекті сабырмен, үйдегідей жағдайда қарсы алады. Мәдина арбасын кассаға дейін домалатып апарып, сатып алған заттарын таспаға шығара бастады. Үйрек Антоновка алмасы, сары май, картоп, сәбіз, сорпаға арналған балдыркөк, дижон қышасы, жөке бала, жаңа үзілген розмарин. Ол көз алдына Айман әженің сарғайған беттері бар. Тозығы жеткен дәптеріндегі сиямен ұқыпты жазылған рецепттерді елестетті. Бұл дәптер Мәдинаға әжесінен соғыстан кейінгі ауыр жылдар туралы әңгімелермен бірге қалған еді. Ол кезде Айман әже қолына түскен азын аулақ тағаммен отбасын асырап, соның өзін шағын мерекеге айналдыра білетін.
Қалалық салат. Шұжықтың 4 түрі. Жұмыртқа. Тұздалған қияр. Жасыл бұршақ. Майонез. Алма қосып үйде пісірілген үйрек. 2 сағат бойы өз шырынымен суарып қуыру. Карамельдендірілген алма салынған. Қытырлақ қамыр астындағы тарт десерт. Пакет керек пе? Деп кассир басын көтерместен сұрады. Иә, 2 үлкен. Деді Мәдина чек соғылып жатқанда. Ол терезеге қарады. Әйнектің ар жағында қар баяу қалықтап, ірі ұлпалар аялдаған көліктердің үстіне. Өтіп бар жатқан адамдардың иығына. Ағаш бұтақтарына қонып жатты. Үлкен шаһар жарқыраған шамдарға малынып тұрды. Үйлердің қасбеттеріндегі гирляндалар, жарқыраған шыршалар, дүкендердің түрлі түске құбылған витриналары көз жауын алатын. Адамдар қолдарына пакеттер, сыйлық салынған қораптар, гүл шоқтарын ұстап асығыс жүріп бара жатты. Олардың жүзінен шаршауда. Үміт те байқалатын. Ертең жаңа жыл басталады. Жаңа парақ, жаңа мүмкіндік ашылады. Мәдина есеп айырысып, ауыр пакеттерді көтеріп, сыртқа шықты. Суық ауа бетіне ұрып, ол қардың, аяздың және жақын маңдағы дүңгіршектен шыққан тағамның иісін терең жұтып, көзін жұмды. Бір жерде музыка ойнап тұрды. Бір жерде адамдар күліп жатты. Оның ішінде бірдеңе қозғалғандай болды. Қорқынышта емес, алаңда емес. Бір түрлі ұмыт бола бастаған сезім. Алдын ала сезу. 3 жыл бұрын тайғақ жолдағы сол қорқынышты түнде тоқтап қалған өмірі қайта қозғала бастағандай еді. Мәдина пакеттерді ыңғайлап ұстап, метроға қарай беттеді. Қар ұлпалары шашына қонып, бетінде еріп жатты. Ал кеудесінде кішкентай, қырсық үміт маздай түсті. Ертең бәрі жақсы болады. Міндетті түрде болады. Шлагбаум гидравликаның бәсең сыбдырмен көтеріліп, Мәдина елді мекенге кірді. Қарағайлы алқап оны тыныштықпен қарсы алды. Қар басқан көшелер бойында терезелері қараңғы үйлер тізіліп тұрды. Тек кейбір үйлердің қасбеттерінде түрлі түсті гирляндалар жыпылықтайды. Көпшілік тұрғындар мерекені қалада қарсы алу үшін кетіп қалған, немесе жылы жаққа ұшып кеткен еді. Мәдина тазаланған жолмен баяу жүріп, үйлердің нөмірлеріне үңілді. Қар күшейе түсті. Ірі ұлпалар әйнекке жабысып, тазалағыштар үлгермей жатты. Ләззат апайдың үйі қарағаштан жасалған биік қоршаудың ар жағында. Аула түкпірінде тұрды. Мәдина қақпа жанында көлігін тоқтатып, қозғалтқышты өшірді де, бірнеше секунд қозғалмай, тыныштықты тыңдап отырды. Мұнда қала өлі. Сиреналар, дауыстар жоқ еді. Тек қардың сыбдырымен алыстан естілген иттің үргені ғана. Кіреберісте шам жанып тұрды. Ләззат апай әрдайым автоматиканы қосулы қалдыратын. Жылы сары жарық баспалдақтарға, кіреберіс маңындағы бұтақтарға түсіп тұрды. Үй 2 қабатты. Кең терезелері. Әзірге түтін шықпағанымен. Камин жағылса түтін шығатындай мұржасы бар. Рождестволық ашық хаттағыдай көрінді. Мәдина көліктен шыққанда суық бірден күртесінің ішіне өтіп кетті. Синоптиктер 12 градус аяз болады деп болжаған еді. Ол жүк салғыштан азық салынған пакеттерді, киім салынған сөмкені алып, әрең дегенде кіреберіске жеткізді. Кілттер төсеніштің астындағы металл қорапта жатты. Бұл да Ләззат апайдың бір әдеті болатын. Егер сөмкемді жоғалтып алсам да, үйге кіре аламын, деп түсіндіретін ол. Есік бәсең сықырлап ашылды. Ішінен ағаштың, барлық жерге ілінген лаванда салынған қапшықтардың иісі және әлсіз мысық азығының иісі сезілді. Мырза, деп дауыстады Мәдина етігін шешіп жатып. Кис, кис, кис. Үйдің ішінен наразылыққа толы мияулау естіліп, бір сәттен соң сұрғылт көк түсті. Ірі британ мысығы кіреберіске шықты. Ол Мәдинадан 2 қадам жерде тоқтап, сары көздерімен қарап, ренішке толы созылың қымыр дыбысын шығарды. Білемін, білемін. Қарның аш, деді Мәдина отырып, қолын созып, мырза құлағының артынан сипауға рұқсат беріп,
Кейін тұмсығымен алақанына жұмсақ тиіп кетті. Қазір тамақ беремін. Уәде, деді ол. Мәдина сөмкелерді ішке кіргізіп, есікті құлыптап, ас үйге өтті. Мырза соңынан еріп, құйрығын тік көтеріп, пырылдап жүрді. Бұл мысықтардың әмбебап ризалық белгісі еді. Ас үй салқын қарсы алды. Жылыту жүйесі үнемдеу режимінде жұмыс істеп тұрған. Мәдина кіреберістегі басқару панелін тауып, температураны көтерді. Төмен жақта насос бәсең гүрілдеп, еден астынан жағымды жылу тарай бастады. Тоңазытқыштық толы екен. Ләззат апай қалжыңдамаған. Мұнда бәрі бар еді. Ірімшіктер, шұжықтар, көкөністер, жемістер, арнайы белгісі бар 3 бөтелке шарап, желе, дайын сорпа құйылған контейнерлер, паштет салынған банкалар. Мәдина бір қалта тамақты алып, ашып, ішіндегісін ыдысқа салды. Мырза нағыз гурманға тән құлшыныспен асқатап берді. Жақсы болды, деп күбірледі Мәдина мысықтың арқасынан сипап. Енді өзіме кезек. Ол күртесін шешіп, айналасына көз жүгіртті. Үй кең әрі жарық екен. Камині бар үлкен қонақ бөлме. Жұмсақ дивандар. Төбеге дейін жеткен кітап сөрелері. Ал бұрышта үсті шілтерлі жапқышпен жабылған ескі пианино тұр. Екінші қабатта 3 жатын бөлме бар. Ләззат апай қонақ күтуді жақсы көретін. Мәдина ас үйге қайта оралып, музыкалық орталықты қосты. Динамиктерден жаз әуені төгілді. 60-шы жылдардағы Ләззат апайдың күй табақтары. Жұмсақ саксофон үнімен контрабастың баяу ырғағы естілді. Музыка кеңістікті толтырып, бірден жайлылық сезімін сыйлады. Ол қолын жуды. Турайтын тақтайды алып, азықтарды жайып қойды. Үйрек еті, алма, сәбіз, пияз, балдыркөк. Пышақ пиязды жіңішке жартылай сақиналарға бөліп, сырғып өтті. Мәдина бұл істі рахаттана атқарды. Бұл оның уақыты, оның рәсімі еді. Осындай сәттерде басы уайымнан арылып, текстің өзінен ләззат алу ғана қалатын. Әжесі оны бала кезінде тамақ дайындауға үйреткен. Ол кезде Мәдина шамамен 8 жаста болатын. Табуретке шығып алып, үлкен қазандағы сорпаны араластырып тұратын. Көрдің бе? Мәдина, ас әзірлеу жай ғана тамақ емес. Бұл қамқорлық, деп айтатын әжесі. Сен оған махаббатыңды қосасың. Сонда адам оны сезеді. Ал егер қоспасаң, ол жай ғана тоқ қылатын. Бірақ іші бос ас болады. Мәдина осы естелікке жымиып қойды. Әжесі қарапайым қуырылған жұмыртқаның өзін кереметке айналдыра алатын. Ал оның 40 қабат салынған бәліштері, қаймақ қосылған боршы, мерекеге арнап пісіретін бал торттары тіпті бөлек еді. Үйрек табада шыжылдап, розмарин мен сарымсақтың хош иісін тарата бастады. Мәдина етті аударып, үстіне шарап құйып, отты бәсеңдетті. Енді тағам пеште баяу бұқтырылып, өз шырынын сіңіруі керек. Ол алмаларды тілімдеп, еттің айналасына жайып, даршын сеуіп, табаны пешке салды да. Таймер қойды. Терезенің ар жағында іңір қоюлана түсті. Мәдина сағатына қарады. Кешкі 5:45. Көп ұзамай мүлде қараңғы түседі. Ол көкөніс қалдықтарын пакетке жинап, күртесін киіп, верандаға шықты. Қоқыс жәшігі үйдің алыс бұрышында тұр екен. Суық ауа бетін қарып өтті. Мәдина пакетті тез тастап, қақпағын жапты да. Кері бұрылған сәтте көзінің қиығымен бір қозғалысты байқап қалды. Қақпаның жанында біреу тұр. Жүрегі зу ете қалды. Мәдина қараңғылыққа үңіліп, қатып қалды. Кіреберістегі шам тек баспалдақты ғана жарықтандырып тұр. Ал қақпаға дейін шамамен 20 метрдей. Сол жартылай көлеңкеде біреу бар еді. Әй деп дауыстады ол. Бірақ дауысы сенімсіз шықты. Сізге бірдеңе керек пе? Силуэт қозғалған жоқ. Мәдина қабырғадағы қосымша шамның қосқышын сипалап тапты. Ләззат апай жолды жарықтандыру үшін арнайы орнатқан еді. Шертілген сәтте аула суық ақ жарыққа толды.
Қақпа жанында жасы үлкен әйел тұр екен. Үстінде қалың жағала, қою көк түсті ұзын пальто. Басында тоқыма бас киім. Әйел мүсіндей қимылсыз. Алға бос қарап тұр. Өңі бозарып кеткен. Ерні көгілдір тартқан. Мәдина орнынан атып тұрып, қақпаға қарай жүгірді. «Сәлеметсіз бе?» деп қақпаны ашып, әйелге жетті. «Сізге жаман болып тұр ма? Не болды?» Қарт әйел баяу басын бұрды. Көздері көмескі. Адасқандай. Ол Мәдинаға қарағанымен көріп тұрғандай емес еді. «Мен осы жерде тұрамын», деп күбірледі ол қалтырап шыққан әлсіз дауыспен. «Жоқ, бұл жерде емес. Арманның үйінде. 3-ші қабаттағы пәтер». «Қандай пәтер?» Мәдина қарт әйелдің қолынан ұстады. Қол мұздай. Саусақтары әрең иіледі. «Құдайым-ау, сіз түгел тоңып қалыпсыз. Мұнда қанша уақыт тұрдыңыз?» «Арманым келуі керек. Қарсы алуым керек. Ол мектептен қайтып келе жатыр. Адасып кетеді». Мәдина әйелдің санасы шатасқанын бірден ұқты. Әлде деменция. Әлде соған ұқсас жағдай. Ауылдың тұрғыны шығар. Бірақ айналада жан баласы жоқ. Барлық үйлер қараңғы. «Сіздің атыңыз кім?» Ол әйелді иығынан құшақтап, үйге қарай бұрды. «Жүріңіз, мұнда өте суық. Сізге жылыну керек». «Күлзипа, менің атым Күлзипа», деді әйел. Ол Мәдинаға сүйеніп, үнсіз ілесті. Аяғын әрең басып, сүйретіле жүріп келеді. «Бүгін концерт бар. Біз концерт қоямыз. Үлгеруіміз керек. Бәрі жақсы болады. Күлзипа апа», деп жұмсақ үнмен айтты Мәдина оны үйге жетелеп. «Қазір жылынамыз. Шай ішеміз». Үйдің іші жылы болғанда қарт әйел теңселіп кетті. Мәдина әрең ұстап қалып, камин жанындағы креслоға отырғызды. Күлзипа апаның жүзі балауыздай бос. Ерні дірілдейді. Қолдары мұздап қалған. Бір сәт қана», деді Мәдина ол каминге қарай ұмтылды. Ләззат апай отынды жандағы себетке дайындап қоятын. Қағаз жаңға. Отын. Мәдина газетті умаждап, тұтатқышты орналастырып, сіріңкені жақты. От жалындап тұтанып, ағашты жалай бастады. 1 минуттан соң қонақ бөлмеде оттың сытырлағаны естілді. Нағыз алау жанып кетті. Мәдина қарт әйелге қайта оралып, басындағы суланған бас киімін шешті. Шашы әппақ. Желкеге ұқыпты түйілген. Өңі зиялы. Бет әлпеті нәзік. Бір кезде, сірә, сұлу болған шығар. «Қазір жамылға келемін», деп күбірледі Мәдина да. Жоғарға жүгіріп шықты. 1 минуттан соң шкафтан тапқан жылы пледпен қайта оралып, қарт әйелді орап, қасына тізерлей отырды. «Күлзипа апа», деп жай бастады ол. «Қай жақтан келгеніңізді есіңізге түсіре аласыз ба? Үйіңіз қайда?» Қарт әйел көзін қағып, оған қарады. «Үй», деп қайталады ол. 3-ші қабат. Ол жақта пианино бар. Кеше ойнадық. «Ал тегіңіз кім? Туыстарыңыздың телефоны бар ма?» «Телефон», Күлзипа Мәткерім қызы қабағын түйді. «Ұмытып қалдым». 7 ме еді? 8 бе еді? Көздері жасқа толды. «Мен бәрін ұмытып барамын». Бәрін. Мәдина тамағына тығылған түйінді әрең жұтты. «Ештеңе емес. Қазір бәрін анықтаймыз». Ол орнынан тұрып, диванда жатқан қарт әйелдің пальтосына барды да қалталарын тексере бастады. Бір қалта, екіншісі. Оң жақ қалтадан жұмсақ бір затты сезді. Таза крахмалданған орамалды шығарып алды. Бұрышында кестеленген әріптер бар екен. Кімі? Басқа ештеңе жоқ еді. Мәдина ішкі астарын сипалап көріп, ішкі қалтаның жыртылып кеткенін байқады. Ол жерден бірдеңе түсіп қалатындай жеткілікті үлкен екен. Ол қайтадан камин жаққа оралды. Онда Күлзипа апа қимылсыз отырып, отқа телміріп отырған еді. Мырза жақындап келіп, қарт әйелді иіскелеп,
Аяғына сүйкенді. Әйел әлсіз жымиып, дірілдеген қолын созып, мысықты сипады. Жақсы деп сыбырлады ол. Жұмсақ екен. Мәдина телефонын алып, интернеттен жергілікті полиция бөлімшесінің нөмірін тауып, қоңырау шалды. Ұзақ күту сигналы. Содан кейін шаршаңқы ер адамның дауысы естілді. Кезекші бөлім. Сәлеметсіз бе? Мәдина қарт әйел естіп қоймасын деп ас үйге шығып кетті. Мен өз қақпамның жанынан жасы үлкен әйелді тауып алдым. Есі шатасқан. Мекен-жайын есіне түсіре алмайды. Өте қатты тоңып қалған. Өміріне қауіп бар ма? Жоқ, мен оны үйге кіргіздім. Қазір жылып жатыр. Жақсы, бүгін мерекелік күн. Барлық бригадалар шақыртуларда жүр. 1 қаңтарға дейін күте аласыз ба? Таңға дейін ме? Мәдина телефонды қыса ұстап қалды. Ал егер оны біреу іздеп жүрген болса ше? Қазір жоғалғандар туралы арыз түскен жоқ. Егер түссе, хабарласамыз. Немесе өзіңіз бізге әкеле аласыз. Белгілерін тіркейміз. Базаға енгіземіз. Мәдина терезеге көз тастады. Қар күшейіп, әйнектің ар жағында ақ боран ұйтқып тұрды. 12 градус аяз. Осындай суықта, түн ішінде науқас қарт әйелді алып жүру. Мен ойланып көрейін, деді ол ауыр тыныстап. Рахмет, телефонды қойып. Маңдайын суық әйнекке тигізді. Не істеу керек? Өзгенің үйі. Бейтаныс адам. Ләззат апай оған кілттерін сеніп тапсырған. Ал ол бөтен біреуді кіргізіп отыр. Бірақ басқа не істей алады? Қарт әйелді аязда қалдыру бұл тура қылмыс қой. Әжесінің дауысы есіне түсті. Мереке күні көмектен бас тартуға болмайды. Мәдинам, бұл жаман ырым. Мәдина қонақ бөлмеге қайта кірді. Күлзипа апа креслода көзін жұмып қалғып отыр екен. Бетіне жылу жүгіре бастапты. Күлзипа апа, деп ақырын дауыстады Мәдина. Қарт әйел көзін ашты. Қарныңыз ашты ма? Ашпын деп баяу қайталады Күлзипа Мәткерім қызы. Иә, ашпын. Тоңазытқышта сорпа бар еді. Мәдина оны жылытып, тәрелкеге құйып, көк шөп қосып, табақшаға қойып, нанмен бірге әкелді. Ішіңізші, абайлап. Ыстық. Күлзипа қасықты қолына алды. Баяу бірақ анық қимылмен. Аузына апарып, дәмін татты. Бұрын жақсы әдетке үйренгені байқалып тұрды. Ол асықпай, әр қасықтан кейін майлықпен ернін сүртіп отырып ішті. Мәдина қасында үнсіз бақылап отырды. Бұл әйелдің бойында, қимылындағы нәзіктікте, бет әлпетінің сымбатында басқа бір өмірдің ізі барда еді. Филармониядағы концерттер, сөрелердегі кітаптар, музыка сезілгендей. Тәрелке босай салысымен Күлзипа Мәткерім қызы креслоға шалқайып, қайтадан көзін жұмды. Шаршадым деп сыбырлады ол. Өте қатты шаршадым. Онда ұйықтаңыз, деді Мәдина орнынан тұрып. Мен сізге қазір диванға төсеп қоямын. Ол таза төсек жабдыға келіп, қонақ бөлмедегі кең диванды салып, жастықтарды қағып, қарт әйелді жетектеп апарып, жатқызды да үстін жапты. Рахмет, қарағым, деп сыбырлады Күлзипа Мәткерім қызы. Сен менің анамдай мейірімдісің. Мәдина кеудесінің бір жері қысылып кеткенін сезді. Ұйықтаңыз, деді ол қарт әйелдің құрғақ қолынан сипап. Бәрі жақсы болады. 1 минут өтпей ақ Күлзипа Мәткерім қызының тынысы бір қалыпты болды. Ол ұйықтап кетті. Мәдина ас үйге қайта оралды. Пеш қаттырақ белгі беріп, таймер іске қосылған еді. Ол табаны шығарып алды. Ет қызарып піскен. Алмалар карамелденген. Иісі керемет. Бірақ тәбеті жоқ. Ол тамақты дерлік механикалық түрде дайындауын жалғастырды. Салатқа көкөніс турады. Картоп қайнатты. Майонезді араластырды. Бірақ ойы қарт әйелден кетпеді. Ол кім? Арман деген кім? Үйі қайда? Отбасы қайда? Ол бұл жерге қалайша жалғыз өзі? Аязда келіп қалған. Ал ермек не дейді?
Мәдина тоқтап қалды. Пышақ турайтын тақтайдың үстінде қатып қалды. Ермек ол оның үйге кіріп, диванда ұйықтап жатқан қарт әйелді көргендегі жүзін көз алдына елестетті. Ол қуана қоймайды. Неге Мәдина бөтен адамды үйге кіргізді? Неге осындай жауапкершілікті мойнына алды деп сұрайды. Бірақ өзі де толық түсінбейтін нәрсені қалай түсіндіреді. Басқаша істеу мүмкін емес еді. Ол жай ғана өтіп кете алмады. Кешкі 8:30. Мәдина шағын ас бөлмеде үстел жайды. Қарт әйелдің ұйқысын бұзбас үшін алыс жерге. Ақ дастархан, шамдар, бокалдар, бәрі жоспарлағандай. Бірақ енді бәрі біртүрлі. Шынайы емес сияқты көрінді. Телефон қалтасында дір етті. Мәдина оны алып қарады. Ермектен хабарлама. 1 сағаттан кейін шығамын. Күт. Ол телефонды орнына қойып, терезе жанына келді. Әйнектің ар жағында боран ұйтқып тұр. Қонақ бөлмеде камин баяу сықырлап жанып жатыр. Қараңғылықтан өз бейнесі көрінді. Бозғылт жүз, шаршаған көздер, салмақтан түскендей иықтар. Ертең жаңа жыл басталады. Бірақ Мәдина кенет оның қазірдің өзінде басталып кеткенін түсінді. Дәл осы сәтте, өзі жоспарлаған өмір мен ескертусіз келген өмірдің ортасында тұрған шағында. Ал таңдау әлдеқашан жасалып қойған. Терезе сыртында көліктің дабылы 2 рет қысқа дыбыс шығарды. Ермек оны әрдайым ерекше ұқыптылықпен қоятын. Мәдина селк етіп, қолындағы ас үй сүлгісін қойып, терезеден қарады. Фонардың астында оның қара жол талғамайтын көлігі қарға көміліп, қан тондағына себілген торттай жарқырап тұрды. Ол кардиганын іліп, кіреберіске шықты. Ермек баспалдақпен көтеріліп келе жатты. Бойы ұзын, графит түсті қымбат қалың күртеше киген. Бір қолында шағын раушан гүл шоғы. Екінші қолында коньяк бөтелкесі бар. Қар ұлпалары оның иығына қонып, бірден еріп жатты. Ол жымиып, сол күлкісінен өзінің келуінен ләззат алғаны байқалды. Сұлуларым, деді ол Мәдинаны ерінен сүйіп. Үстінен қымбат иіссу мен суықтың иісі аңқыды. Сағындым, өте әдемісің. Мәдина жымиғандай болды. Ол әдемі көрінген жоқ еді. Шашы тарқап кеткен. Кардиганында сорпаның дағы бар. Көзінің астында шаршаудың көлеңкесі тұрды. Бірақ Ермек ұсақ түйекті ешқашан байқамайтын. Ол әрдайым тұтас көріністі ғана көретін. Егер ол оның күткеніне сай болса, қалғанның бәрі маңызды емес еді. Кіре ғой, тоңып қаласың, деді ол. Мәдина шегініп, оны үйге өткізді. Ермек ішке кіріп, жылжымайтын мүлікті бағалап тұрған адамдай айналасына көз жүгіртті. Жаман емес, әжеңнің емес, апайыңның талғамы бар екен. Мойындау керек. Камин жұмыс істеп тұр, деді ол шыны есіктің ар жағында жылдырап тұрған жалынға бас изеп. Иә, жұмыс істеп тұр, деді Мәдина. Ол гүлді Ермектің қолынан алды. Гүл шоғы суық әрі тікенекті еді. Ермек, бізге сөйлесу керек, деді Мәдина. Мұнда бір жағдай болды. Маңызды. Ермек қалың күртесін шешіп, ілгішке іліп жатты. Күртенің астында мінсіз үтіктелген қою сұр костюм. Тіпті қала сыртындағы үйге де ол іскерлік кездесуге келгендей киініп келген. Қалай айтарымды білмей тұрмын, деді Мәдина гүл шоғын қыса ұстап. Жүр, өзің көресің. Ол Ермекті кіреберіс арқылы қонақ бөлмеге бастады. Ермек соңынан ерді. Ал Мәдина оның болар реакциясын сезіп, ішінен ширыға түсті. Қонақ бөлменің есігі жартылай ашық еді. Каминдегі от баяу сытырлап жанып тұр. Кең диванда жамылғыға оранып, Күлзипа апа ұйықтап жатқан. Аппақ шашы жастыққа жайып түскен. Беті тыныш. Тынысы бір қалыпты. Ермек табалдырықта қатып қалды. Бұл тағы не сұмдық? Оның даусы әйнектегі мұздай суықтай қатып шықты. Тыныш, деді Мәдина оның қолынан ұстап. Дәлізге қарай қайта тартты. Оятпа, бәрін түсіндіремін. Олар ас үйге өтті. Ермек кеудесіне қолын айқастырып, үнсіз күтіп тұрды. Мәдина асығыс.
үзік етіп, қарт әйелді қақпаның жанынан қалай тапқанын, оның қатты тоңып қалғанын, аязда қалдыра алмағанын айтып берді. Даусы бәсең, сөзі шала шарпы. Барынша ақылға қонымды етіп жеткізуге тырысты. Ермек тыңдап тұрды. Бірақ әр секунд сайын жүзі қатайып бара жатты. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Деді ол күлді. Бірақ күлкісінде еш қуаныш жоқ еді. Көшеден бір қаңғыбас кемпірді үйге әкелдің бе? Мәдина бұл үйге күшікті сүйреп әкелгендей іс емес қой. Ол қаңғыбас емес, деді Мәдина жұдырығын түйіп. Көрініп тұр ғой. Тәрбиелі отбасынан. Жай ғана адасып кеткен. Оның есі шатасқан. Маған бәрібір. Оның не дерті бар? Деді Ермек даусын көтеріп барып, өзін тежеп, қайта бәсеңдетті. Сен бөтен үйге бейтаныс адамды кіргізгеніңді түсінесің бе? Егер ол бірдеңе істеп қойса немесе туыстары шығып, сен оны ұрлап кетті деп айтса ше? Ұрлап кетті, деп Мәдина шегініп кетті. Ермек ол суықтан өліп бара жатты. Онда полиция немесе жедел жәрдем шақыру керек еді. Мен полицияға қоңырау шалдым. Олар тек таңертең келетінін айтты. Ал жедел жәрдем шұғыл көрсеткішсіз келмейді. Сыртта 12 градус аяз. Ол ауру. Жасы үлкен. Сонда сен осында пансионат ашуды ұйғардың ба? Ермек мұрнының үстін уқалады. Жарайды, бір түн қонсын. Болды. Ертең таңертең полицияға апарасың. Қалғанын солар шешеді. Ол мұны үкім сияқты. Талқылауды қажет етпейтін шындықтай айтты. Мәдина басын изеді. Бірақ ішіндегі бірдеңе келіспей. Тыпырлап тұрған. Жарайды, ұмытайық, деді Ермек татуласқандай оның иығына қолын тигізіп. Жүр, тамақ ішеміз. Мен аштан өлейін деп тұрмын. Олар шағын ас бөлмеге өтті. Үстел Мәдина ойлағандай жайылған еді. Ақ дастархан, шамдар, хрусталь бокалдар, табақтағы үйрек, салаттар. Ермек отырып, майлықты жайды да. Салаттан дәм татты. Жаман емес, деді ол. Майонез қолдан жасалған ба? Иә, жарайсың. Сосын осы аптада жапқан келісімі туралы айта бастады. Үлкен шарт. Жақсы сыйақылар. Басшысының мақтағаны. Келесі жылға жоспарлары. Мүмкін жоғарылау. Бәлкім жаңа қызмет. Ол көзінде от ойнап, шанышқысын сермеп, құлшына сөйлеп отырды. Мәдина тыңдап отырды да. Шын әлде бір шаршау басқанын сезді. Бұл тәннің емес, жанның шаршауы еді. Ермек одан қалайсың деп сұрамады. Шаршадың ба? Уайымдап тұрсың ба деп қызықпады. Ол тек сөйлеп отырды. Ал Мәдина тыңдап, бас изеп, таңдануы керек еді. Әрдайым солай болған. Бұрын ол мұны байқамаған. Мен оған айтамын. Не қазір қол қоясың? Не бәсекелестерге барасың? Деді Ермек шараптан ұрттап. Өзіне риза күйде. Білесің бе? Ол не деді? Мәдина аузын ашып үлгермеді. Қонақ бөлмеден бір сыбдыр. Артынан сенімсіз аяқ дыбысы естілді. Мен қайдамын? Қарт әйелдің даусы үрейлі. Абдыраған еді. Арманым, сен осындасың ба? Мәдина орнынан атып тұрып, қонақ бөлмеге жүгірді. Күлзипа апа бөлменің ортасында жалаң аяқ тұр екен. Көздері көрмегендей жан-жағына қарайды. Күлзипа апа, бәрі жақсы, деді Мәдина жақындап, қолынан ұстап. Сіз оянып кеттіңіз. Бірдеңе керек пе? Дәретхана, деп күбірледі қарт әйел. Маған керек. Әрине, жүріңіз. Мен көрсетемін. Мәдина оны бірінші қабаттағы жуынатын бөлмеге апарып, есіктің сыртында күтті. Ермек ас бөлменің есігінде тұрып, бәрін бақылап тұрды. Жүзі сыр бермегенмен, ол сағатына әдейі қарап тұрғанын Мәдина байқап қалды. Қарт әйел шыққан соң, Мәдина оны қайтадан диванға апарып, үстін жапты. Ұйықтаңыз, деп сыбырлады. Қайырлы түн.
Ол ас бөлмеге қайта оралды. Ермек әкелген коньякты өзіне құйып, орындықтың арқалығына шалқайып отыр екен. Мұның бәрі мүмкін емес, деді ол өткір үнмен. Тіпті оған қарамай. Мен жаңа жылды тыныш қарсы алу үшін келдім. Бөтен кемпірге бала бағушы болу үшін емес. Бұл қалай көрінетінін түсінесің бе? Қалай көрінеді? Деді Мәдина қарсысына жайлап отырып. Міне осылай, деді Ермек қонақ бөлмені нұсқап. Мен күні бойы жұмыс істедім. Әрең босадым. Кептеліспен келдім. Сенімен кеш өткізгім келді. Ал мұнда оны тез киіндіріп, полицияға апару керек болып тұр. Қаласаң өзім апарып тастайын. Ермек түн ортасы таяп қалды. Деді Мәдина өз даусын өзгенікіндей естіп. Сабырла. Жай сөйлеп. Сыртта аяз. Ол ауру. Бұл қатыгездік. Қатыгездік деп Ермек мысқылмен күлді. Ал сен мен туралы. Біз туралы ойладың ба? Мәдина, сен не істеп жүргеніңді түсінесің бе өзі? Бөтен үйде қаңғыбастарға арналған панажай аштың. Ол қаңғыбас емес. Маған бәрібір, деді Ермек алақанымен үстелді бір ұрды. Шамдар дір етті. Маған бәрібір. Оның кім екені? Мен жаңа жылды бөтен, есі ауысқан қарт әйелдің қасында қарсы алғым келмейді, деді Ермек. Мәдина ішіндегі бірдеңенің үзіліп кеткенін анық сезді. Ермек орнынан тұрып, қонақ бөлмеге өтті. Мәдина оның соңынан ерді. Ол диванның қасына тоқтап, ұйықтап жатқан Күлзипа апаға қарады да, еңкейіп, иығынан қаттырақ түртті. Әже, тұр. Кетеміз бұл жерден, деді ол даусын көтеріп. Күлзипа апа көзін ашты да, не болып жатқанын түсінбей, оған аң-таң қарап қалды. Тұр дедім ғой, деді Ермек иығынан тағы сілкіп. Қарт әйел шошып, жиырылып қалды. Ерні қалтырай бастады. Ермек, тоқта, деді Мәдина оның қолынан ұстап. Сен оны қорқытып жатырсың. Қойшы, деді ол қолын қағып. Қарт әйелдің креслода жатқан пальтосын жұлып алды. Тез киін. Кетеміз. Жоқ, деді Күлзипа апа бетін қолымен жауып. Суық, онда саған басқа біреу қарасын, деді Ермек пальтоны еденге лақтырып. Мәдина қимылсыз қалды. Ол бәрін сырттан көріп тұрғандай баяу қабылдады. Ермек Күлзипа апаны қолынан тартып, диваннан тұрғызды. Қарт әйел әлсіз қарсыласып, еңіреп жылай бастады. Пальто еденде жатыр. Ермек оны аяқ ұшымен есік жаққа итеріп жіберді. Өзі киінсін, деді ол артына бұрылып. Әлде сен оған күтуші болып қызмет етесің бе? Сол сәтте Мәдина оны шын көрді. Бір жыл бойы танып жүрген Ермекті емес. Қымбат костюм киген табысты еркекті де емес. Гүл шоқтарын сыйлайтын жомарт жанды да емес. Десерттің ішінен сақина шығарған сенімсіз күйеуді де емес. Әрдайым бар болған. Бірақ сыртқы жылтырдың артына жасырынып келген нағыз бейнесін көрді. Өзгенің қасіретіне су, қатыгез, өзімшіл адамды көрді. Ол болашақтарын елестетті. Ермек дәл осылай өзі ауырса, оны да итеріп тастайтынын. Жыласа, істеме, истерика жасама дерін. Қолайсыз болып қалса, пальтосын жерге лақтырып кетерін. Түнде жылаған баласында дәл солай сыртқа теберін елестетті. Ермек, деді ол жай ғана. Кет, ол естімеді. Күлзипа апаны есікке қарай сүйреп бара жатты. Ермек, деді Мәдина даусын қатайтып. Осы үйден кет. Ол бұрылып, қарт әйелдің қолын жібермей тұрды. Не дедің? Кет, оның даусы дірілдеген жоқ. Мен сені енді көргім келмейді. Ол сілейіп қалды да, қарт әйелді жібере салды. Күлзипа апа қайтадан диванға құлап түсті. Ермек Мәдинаға баяу бұрылды. Сен есіңнен адастың ба? Деді ол күліп. Бірақ күлкісі сенімсіз шықты. Осы қаңғыбас үшін бе? Жоқ, деді Мәдина басын шайқап. Мен сенің кім екеніңді көргенім үшін. Сен не айтып тұрғаныңды өзің түсінесің бе? Деді Ермек оған қарай қадам басып.
Мен сенің өміріңдегі ең жақсысы едім. Саған гүл сыйладым. Мейрамханаларға апардым. Ұсыныс жасадым. Ал сен бір кемпір үшін. Сен маған гүлді жомарт көріну үшін сыйладың. Мейрамханаларға өзіңнің табысты екеніңді көрсету үшін апардың. Үйленуге ұсынысты мен сенің сенімді жар туралы өлшемдеріне сай келгенім үшін жасадың. Деді Мәдина, ол есікті ашып жіберді. Үйге суық ауа лап қойды. Ал қазір сен ауру қарт әйелді аязға қуып шықпақсың. Маған осының өзі жеткілікті. Ермек аңырып тұрды. Сосын жүзі бұртиып кетті. Өкінесің, деді ол тістене. Мен сияқтыны енді таппайсың. Үміттенемін, деді Мәдина, ол ілгішке ұмтылып. Күртесін жұлып алды да, қолын жеңіне тығып жатып, есікке тоқтады. Бәрібір кет, деді айқайлап. Осындай қаңғыбастармен айналыса бер. Жылап жүресің. Ол есікті тарс жауып шықты. Әйнектер сылдыр етіп кетті. Мәдина қозғалыссыз тұрып, мотордың оталғанын, машинаның гүрілдеп, дөңгелектері сықырлап, алыстап кеткенін тыңдады. Дыбыс бірте-бірте өшіп, түнге сіңіп жоғалды. Тыныштық. Мәдина есікті жауып, кілтті бұрап, маңдайын салқын ағашқа тіреді. Қолдары дірілдеп, аяқтары босап кеткендей болды. Бүкіл денесі болған жағдайдан, суықтан, күйзелістен қалтырап тұрды. Ол жаңа жылға 1 сағат қалғанда некесін үзді. Қонақ бөлмеден әлсіз еңіреу естілді. Мәдина бойын тіктеп, сонда барды. Күлзипа апа диванда бетін қолымен жауып отыр екен. Иықтары қалтырайды. Кешіріңіз, деп сыбырлады қарт әйел. Мен қаламадым. Кешіріңіз, жарайды, тынышталыңыз, деді Мәдина қасына отырып. Оны құшағына алды. Бәрі жақсы. Сіз ештеңеге кінәлі емессіз. Сіз қауіпсіз жердесіз. Күлзипа апа баладай оған тығылды. Мәдина оның ағарған шашынан сипап, тербетіп, жұбатты. Қарт әйел біртіндеп тыныштала бастады. Ұйықтағым келе, деп күбірледі ол. Ұйықтаңыз, мен осындамын. Мәдина оны қайта жатқызып, иегіне дейін жауып, тынысы бір қалыпқа түскенше күтіп отырды. Қарт әйел ұйықтап қалды. Ол ас бөлмеге оралды. Үстел сол күйі жайылып тұр. Шамдар жанып бітейін деп, балауызы ағып кеткен. Тағам суыған. Бокалдар бос. Мәдина саусағындағы кішкентай, жеңіл, ұсақ гауһары бар сақинаны шешті. Оған бірнеше секунд қарап тұрды да, қоқыс жәшігіне барып, саусақтарын жазды. Сақина сылдырап түсіп, көкөніс қалдықтарының арасында жоғалып кетті. Ол үстелге отырып, басын айқастырған қолының үстіне қойып, жылап жіберді. Үнсіз, дерлік, дыбыссыз. Ол қатты шаршаған еді. Әрдайым мықты болудан шаршады. Үміттің үзілуінен. 1 жыл өмірдің, құдалықтың, жоспарлардың бір кеште күйреуінен жылады. Қорқыныштан жылады. Енді қалай өмір сүреді? Тағы да жалғыз. Бірақ көз жасымен бірге басқа бір сезімде бой көрсетті. Терең дерлік, тәнмен сезілетін жеңілдік. Ол жалғандықтың бәрінен, бейімделу қажеттігінен, қолайсыз болып қалудан қорқудан босады. Мәдина басын көтеріп, жүзін алақанымен сүртті. Терезенің сыртында біреу от шашуды ерте атты. Түсті жарықтар қараңғылықта жарқ етіп, ұшқын болып шашылды. Ол сағатына қарады. Түнгі 11:45. Жаңа жылға 15 минут қалды. Жалғыз, бірақ еркін. Қорқынышты емес екен. Мәдина орнынан баяу тұрып, ваннаға өтті де, жарықты жағып, айна алдында тоқтады. Ол өзіне қарап, өзін танымай қалды. Көздері қызарып, ісіп кеткен. Төменгі қабақтарының астына тушы қара көлеңке болып жайылыпты. Шашы бытырап, самайына жабысып қалған. Еріндері бозарып, кеуіп тұр. Бет әлпеті бөтен. Бір кештің ішінде бірнеше жылға қартайып кеткендей солғын көрінді. Жаңа жылды лайықты қарсы алу керек деп ойлады Мәдина, ең болмаса белгі үшін.
Ең болмаса жылды көз жасынан бұрмаланған жүзбен бастамау үшін. Ол кранды ашып, бетіне салқын су шашты. Сүлгімен сүртінді. Косметиканың қалдығын жуып тастап, шашын тарат. Жақсырақ болды. Көп емес, бірақ жақсырақ. Ол ас бөлмеге қайта оралды. Мәдина үстелді баяу айналып шығып, шамдарды бірінен соң бірін өшірді. Жіңішке түтін жоғары көтерілді. Күйген балауыздың иісі суып қалған үйректің хош иісімен араласты. Тоңазытқыштан шампан тауып, тыныш қана ашты да бір бокалға құйды. Теледидарды қосты. Тыныштықпен өз ойларынан басқа бірдеңе керек еді. Экранда орталық алаңнан тікелей көрсетілім жүріп жатты. Адамдар көп. Жарықтар жарқырайды. Жүргізушілер өткен жыл үміт туралы сөйлеп жатыр. Мәдина бокалды қолына ұстап, түбінен жоғары ұмтылған ұсақ көпіршіктерге қарады. Экранда соңғы секундтарды санай бастады. 10, 9, 8. Мәдина бокалды көтерді. 7, 6, 5 көзін жұмды. 4, 3, 2, 1 сағаттың қоңырауы соқты. Бірінші соққы. Екіншісі. Салмақты салтанатты 12 соққы. Экранда от шашулар жарылды. Адамдар жаңа жылмен құттықтап, құшақтасып, сүйісіп жатты. Жаңа жылда менің құндылықтарымды бөлісетін адамды жолықтыра көр деп сыбырлады Мәдина, бокалды бірдемде ішіп қойды. Шампан салқын. Газ да сәл кермек еді. Бірақ сезілген кермек дәм сусыннан емес. Ішінен, кеудесінде ашылған бос кеңістіктен шықты. Жылдың ең үлкен мерекесін жалғыз қарсы алғанын ұғынудан шықты. Тағы да жалғыз. Мәдина бокалды үстелге қойып, басын қолына түсірді. Сол сәтте шынтағына жылы, жұмсақ бірдеңе тиді. Ол көзін көтерді. Үстелде мырза отыр екен. Үнсіз секіріп шыққан болар. Сары көздерімен қарап, төмен, қоңыр үнмен пырылдап тұр. Сосын тұмсығын оның қолына үйкеді. Ең болмаса, сен барсың ғой. Мамық досым, деді Мәдина құлағының артынан сипап. Мырза рахаттанып, пырлы күшейді. Ол мысықты сипай берді де. Тынысы біртіндеп тыныштала бастады. Тамақтағы түйін тарқап кетті. Мырза қолының жанына бүрсіп, басын табандарына қойды. Тірі жанның жылуы, сенімі, жақындығы, сағатына қарады. Түнгі 1-ден 15 минут өтті. Жаңа жыл басталды. Мәдина орнынан тұрып, үстелді жинай бастады. Тарелкаларды ас үйге апарып, тамақты үлдірмен жауып, тоңазытқышқа салды. Қолмен істелген жұмыс көмектесті. Ойлар айқындалып, сезімдер басылды. Кіреберістен өтіп бара жатып, Күлзипа апаның пальтосы көзіне түсті. Ол орындықта жатыр. Қардан дымқыл. Мәдина оны алып, батареяның жанына апарды. Таңертеңге дейін кепсін деп білу керек. Шкафтан ілгіш тауып, пальтоны түзе біле бергенде, ішкі қалтасынан бірдеңенің шығып тұрғанын байқады. Ақ қағаздың мыжылған шеті. Ол парақты абайлап суырып алды. 4 бүктелген, тозған, талай рет ашылып жабылғаны көрініп тұр. Ашты, жазуы ірі, анық, қара қаламен ұқыптап жазылған. Күлзипа Мәткерімқызы Ерманова, егер осы елді тапсаңыз, мына нөмірге хабарласыңыз. 8 701 485 32 17. Бұл өте маңызды. Арман Ермекұлы Ерманов. Мәдина терең дем алды. Кеш бойы иығын басқан ауырлық бір сәтте сейілгендей болды. Оны іздеп жүр екен. Қарт әйелдің отбасы бар. Ол ешкімге керексіз емес. Күлзипа Мәткерімқызы Ерманова, оның Арман деген туысы бар. Мәдина телефонды алып, нөмірді терді. Қоңырау түймесінің үстінде саусағы бір сәт кідірді. Түн ортасы ауып кеткен. Бірақ жаңа жыл түні. Адамдар ұйықтамайды. Егер Арман әжесін іздеп жүрсе, әр минут қымбат. Ол қоңырауды басты. Ұзақ дыбыстар. Бірі екіншісі. Кенет байланыс орнады.
Алло, ер адамның даусы мазасыз. Шаршаған. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Деді Мәдина асыға. Кешіріңіз. Кеш уақытта қоңырау шалып тұрмын. Мен Күлзипа Мәткерім қызын таптым. Тыныштық, сосын дауысы дірілдеп, биіктеп шықты. Әжемді таптыңыз ба? Ол қалай? Тірі ме? Тірі, тірі. Деді Мәдина сабырмен. Ол менің үйімде. Жылы жерде. Тамақ ішті. Ұйықтап жатыр. Мен оны қақпаның жанынан таптым. Қатты тоңып қалыпты. Үйге кіргіздім. Құдайға шүкір. Деді ол дірілдеген үнмен. Құдайға шүкір. Қай жердесіз? Мекен жайды айтыңыз. Мәдина қала сыртындағы өңір. Сосновый Бор елді мекені. Лесная көшесі. 12-ші үй деп айтып шықты. Ол қайталап алды. Қазір жолға шығамын деді ол. Қала маңындағы ауданнан шамамен 40 минут. Рахмет сізге. Рахмет, қалай алғыс айтарымды білмеймін. Ештеңе керек емес. Деді Мәдина әлсіз жымиып. Тек тезірек жетіңіз. Ол телефонды қойды. Мәдина орындыққа отырып, телефонды кеудесіне басты. Дауыстан үмітсіздікте. Махаббатта сезілді. Ол қонақ бөлмеге өтті. Күлзипа Мәткерім қызы диванда терең. Бір қалыпты ұйықтап жатыр екен. Жүзі тыныш. Мәдина көрпесін түзеп, жылырақ қымтады. Арман келе жатыр деп сыбырлады ол. Немереңіз. Ол жақында осында жетеді деп ойлап. Мәдина ас үйге қайта оралды. Шәйнекті қойды. Шкафтан таза кеселерді шығарды. Печенье салынған қорапты тауып, тәрелкеге тізіп қойды. Барлығын автоматты түрде істеді. Қолдары өздігінен қимылдап, ойы алысқа кетіп қалған еді. Қызық жаңа жыл. Әуелі күйеуі болайын деп тұрған адаммен айырылысу. Артынша боранда адасып қалған қарт әйел. Енді міне түн ортасында бейтаныс жанмен кездесу. Бірақ қорқыныш болған жоқ. Ашулану да, үрей де сезілмеді. Тек қызығушылық қана бар еді. Және болып жатқанның бәрі жай кездейсоқ емес. Бір мәні бар сияқты көрінетін әлдебір жеңіл. Дерлік салмақсыз үміт сезілді. Мәдина терезеге жақындап, сыртқа көз салды. Терезенің ар жағында қараңғылық. Қар жаууы басылған. Шамдардың жарығында анда-санда ғана үлпілдеген қар ұшқындары қалықтайды. Елді мекен ұйқыда. Алыстан жалғыз от шашудың үні естілді. Уақыт байқалмай өтіп кетіпті. Кенет есік қоңырауының өткір дыбысы шықты. Мәдина селк етіп, кіреберіске ұмтылып, есікті ашты. Табалдырықта бір ер адам тұр екен. Ұзын бойы, арықша, джинсы шалбар мен созылып кеткен сұр жемпір киген. Басында бас киім жоқ. Ақшыл сары шашы қардан суланып, ретсіз таралып тұр. Мұрын үстінде жіңішке жақтаулы көзілдірік. Арқасында рюкзак. Өңі бозарған. Әбден титықтаған. Бірақ сұр көздері үмітке толы. Жарқырап тұр. Арман Ермекұлы Ерманов деп демін ала сөйлеп жіберді ол. Рахмет сізге. Мың рахмет. Құдайым-ау. Не айтарымды да білмеймін. Ол демігіп тұрғанда еді. Асығып жүгіріп келгені. Кешігіп қалудан қорыққаны анық сезілді. Мәдина шегініп, оны үйге кіргізді. Өтіңіз, ол қонақ бөлмеде ұйықтап жатыр деді. Арман аяқ киімнің бауында шешпестен етігін сыпырып тастап, рюкзагын еденге қоя салды да, Мәдинің соңынан ұшынап басып, дыбыс шығармауға тырысып жүрді. Қонақ бөлме оларды түнгі шамның жылы жарығымен, тыныштықпен қарсы алды. Күлзипа Мәткерім қызы диванда жамылғыға оранып, ұйықтап жатыр екен. Арман табалдырықта тұрып қалды. Кірпі қақса жоғалып кететіндей қорыққандай оған қарап тұрды. Сосын баяу жақындап, диванның жанына тізерлеп отырып, әжесінің қолын қолына алды. Әже деп сыбырлады ол. Әжетайым. Күлзипа Мәткерім қызы көзін ашты. Біраз секунд ештеңе көрмегендей қарап жатты. Сосын санасында бірдеңе жалт еткендей болып, жүзіне күлкі үйірілді. Арманым деп сыбдырлады ол.
Келдің бе? Мен сені мектепте деп ойлап едім. Келдім, деді Арман оның қолын сипап. Саусақтарының қалай дірілдегенін Мәдина көріп тұрды. Мен осындамын. Бәрі жақсы. Мен адасып қалдым, деді қарт әйел үнсіз жылап. Көз жасы шүңірейген ұрттарынан сырғып жатты. Суық болды. Қайда барарымды білмедім. Қорқып кеттім. Енді сен менің жанымдасың, деді Арман еңкейіп. Маңдайынан сүйіп. Енді ешқашан жоғалмайсың. Мәдина есік жанында тұрып, теріс қарап, көз жасын сүртті. Бөтен адамдардың бақытына жылау ақымақтық сияқты еді. Бірақ өзін ұстай алмады. Бұл тым әсерлі, тым шынайы, тым тірі көрініс болатын. Шаршадым деп күбірледі Күлзипа Мәткерім қызы, қатты шаршадым. Тағы ұйықтасам бола ма? Арман Мәдинаға қарады. Ол басын изеді. Ұйықтаңыз, әже. Ол жамылғысын түзеп, жылырақ қымтады. Демалыңыз, мен қасыңыздамын. Күлзипа Мәткерім қызы баладай сенгіш күлкімен жымиып көзін жұмды. 1 минуттан соң тынысы қайтадан бір қалыпқа түсті. Арман орнынан тұрып, Мәдинаға жақындады да, не айтарын білмей үнсіз тұрды. Сосын терең дем алды. Сіз оның өмірін сақтап қалдыңыз. Мен жай ғана жанынан өте алмадым, деді Мәдина иығын қиқан еткізіп. Сыртта -12 еді. Оның жағдайында ондай аязда, деп ол басын шайқады. Тағы 1 сағат кешіксе бәрі кеш болар еді. Мәдина үн қатпады. Оның дұрыс айтып тұрғанын білді. Арман рюкзагына үңіліп, қара шынылы, ескі жапсырмасы бар. 2015 жылғы шарап бөтелкесін және алтын түсті орамдағы кәмпит қорабын шығарды. Үйде барын ала шықтым, деді ол ұсынып. Мұның бәрі сіз істеген жақсылықтың жанында түк емес екенін білемін. Керегі жоқ, деді Мәдина шегініп. Шынымен мен бәрі жақсы аяқталғанына қуаныштымын. Онда ең болмаса сіздің денсаулығыңыз үшін шай ішейік, деді Арман алғаш рет жымиып. Күлкісі шаршаған. Бірақ жылы еді. Жаңа жыл ғой. Мәдина оның титықтаған жүзіне, мұрнынан сырғып тұрған көзілдірігіне, мыжылған жемпіріне, күйзелістен әлі дірілдеп тұрған қолдарына қарап, онымен шай ішкісі келетінін түсінді. Оның кім екенін. Жаңа жыл түні созылып кеткен жемпірмен жарты қаланы кесіп өтіп, өзі кейде танымайтын әжесі үшін қалай жанталасқанын білгісі келді. Жақсы, деді ол. Шай болса шай. Олар ас үйге өтті. Мәдина кеселерге қайнаған су құйып, шай қалташаларын салды. Арман үстелге отырып, көзілдірігін шешіп, жемпірінің етегімен сүртті. Көзілдіріксіз ол жас көрінді. Әлде қайда осал сезілді. Жаңа жыл енді ғана басталған. Сол сәтте Мәдина бәлкім, ол дұрыс басталған шығар деп ойлады. Олар ас үй үстелінде отырды. Екеуінің арасында шай толы 2 кесе буы көтеріліп тұрды. Терезенің ар жағында түн қоюланып, кеші мен ертеңнің арасында дүние тынағалатын таң алдындағы қараңғылық орнады. Мәдина Арманның алдына печенье қойып, тоңазытқыштан қалған ас, ірімшік, жүзім, паштет шығарды. Ол бәріне сәл қысылғандай қарады. Мазалағаным үшін кешіріңіз, деді ол кесені алақанымен қысып. Ондай түнде, осыншама жағдайдан кейін, сіз демалғыңыз келген шығар. Қойыңызшы, деді Мәдина қарсысына отырып. Мен бәрібір жалғызбын. Сөздер өзінен өзі шығып кетті. Ол кесесіне қарап үнсіз қалды. Арман оған зейін қоя қарады. Көзілдіріксіз оның көздері ерекше анық көрінді. Сұр түсті. Қарашығында ұсақ алтын ұшқындар бардай. Жалғыз, деп қайталады ол абайлап. Жаңа жылда отбасыңыз ше? Мәдина шайдан бір ұрттады. Ыстық күйдіргіш. Сол ауырсыны ойды жинақтауға көмектесті. Ата-анам 3 жыл бұрын қайтыс болды, деді ол жай ғана. Мұны артық сезімсіз айтуға үйренген еді. Әйтпесе шыдау мүмкін емес. Жол апаты. Қысқы жол. Көктайғақ, ал күйеу жігітім. Бұрынғы күйеу жігітім. Өзін басқа қырынан көрсетті. Бүгін айырылыстық. Мәдина көзін көтеріп, сұрақтарды
Аянышқа толы күрсіністерді, ыңғайсыз үнсіздікті. Әдетте мұндай мойындауларға адамдар қалай жауап берсе. Соның бәрін күтті. Бірақ Арман тек басын изеді. Ата-анам үшін қайғырамын деді ол жай ғана. Даусында жалғандық жоқ еді. Тек шынайылық қана сезілді. Мұны толық еңсеріп шығу мүмкін емес. Сонымен өмір сүруді ғана үйренесің. Ал күйеу жігіт жайында ол сәл үнсіз қалды. Сөзін іріктеп, бәлкім айырылысқандарың дұрыс болған шығар. Демек, ол сенің адамың емес. Мәдина кеудесіне бір жылы толқын жайылғанын сезді. Бұл аяушылықта емес. Жоғарыдан қарауда емес. Жай ғана түсіністік еді. Арман жұбататын дайын сөздер айтпады. Артық сұрақ қоймады. Ол Мәдинаның айтқанын сол күйінде қабылдап, сезіммен жауап қатты. Рахмет деді Мәдина демін шығарып. Егжей-тегжейін сұрамағаныңыз үшін. Бұл сіздің өмір жолыңыз деді Арман иығын көтеріп. Оны бөлісу, не бөліспеу өз еркіңіз. Олар үнсіз қалды. Бұл үнсіздік ауыр емес. Керісінше, орап алғандай, бір түрлі жайлы еді. Әжеңіз қақпаның алдына қалай тап болды деп сұрады Мәдина, не болған? Арман орындықтың арқасына сүйеніп, мұрнының үстін уқалан. Ұйқысыз түндерді аңғартатын шаршау қимылы. Ұзақ әңгіме деді ол. Сосын әлсіз жымиып қойды. Жоқ, шындығында, кәдімгі. Бірақ ауыр әңгіме. Ол сөзін бастады. Мәдина шайды да ұмытып тыңдап отырды. Арман бала кезінде әлсіз болған. Демікпе, түрлі аллергия. Тоқтаусыз суық тию. Ата-анасы жұмыста жүрді. Анасы Гүлнар қаржы компаниясында мансап қуып. Әкесі серік бизнесін дамытты. Ауырған балаға уақыты аз болды. Оны сүймеді деу келмейді. Жай ғана өмір оларға маңыздырақ көрінді. Ақша, табыс, мәртебе. Күлзипа Мәткерім қызы оның тұтас әлеміне айналды. Ол кезде әлі облыстық филармонияда пианист болып, концертмейстер қызметін атқаратын. Зейнеткерлік 2005 жылы шыққан. Соның өзінде жұмысымен қатар немересіне уақыт табатын. Арманды сабақтарға апаратын. Демікпе ұстамалары болған түндерде қасында отыратын. Дауыстап кітап оқып беретін. Музыкаға баулитын. Ол айтатын деп Арман алысқа қарап жымиып қойды. Музыка тәнді емес. Жанды емдейді. Ал жан сау болса, тәнде соңынан сауығады. Мәдина тыңдап отырып, көз алдына көріністерді елестетті. Ингаляторы бар кішкентай бала пианиноның қасында отыр. Мейірімді көзді әже саусақтарды қайда қою керегін көрсетіп тұр. Үйді әуен толтырып, ауруды соншалық қорқынышты қылмайды. Ол маған ойнауды үйретті деді Арман, кәсіби музыкант болмадым. Бағдарламалауды таңдадым. Тыныш, тұрақты, үйден жұмыс істеуге болады. Бірақ әлі күнге дейін ол үшін ойнаймын. Атасы Ильяс 2016 жылы қайтыс болды. Дирижер, темірде ерік жігері бар адам репетициядан кейін құлап түсті. Екінші инсульт. Біріншісінен аман қалған. Екіншісі алып тынды. Содан кейін әжем өзгере бастады. Алдымен ұсақ түйек. Әріптестерінің атын ұмыту. Концерт күндерін шатастыру. Кейінірек ауырлай түсті. Таңертең не жегенін білмейтін. Бір сұрақты 5 рет қайталайтын. Қолында ұстап тұрған затты іздейтін. 2018 жылы дәрігерлер үкім шығарды. Деменция, Альцгеймер дерті. Бастапқы кезең. Ол кезде Арман қашықтан бағдарламашы болып істейтін. Бөліп тұратын. Бөлме жалдайтын. Диагнозды естіген соң, заттарын жинап, әжесінің қасына көшіп барды. Әжесі үлкен шаһардың ортасындағы 3 бөлмелі пәтерде тұратын. Ол үй оған өз ата-анасынан қалған еді. Анасы қарсы болды. Өміріңді құртып жатырсың деді. Арман сабырмен сөйлегенімен, Мәдина сөз астындағы ауырсынуды сезді. Жас ер адам ансапты. Отбасын ойлау керек. Ауру кемпірді емес. Ол өз анасы жайында дәл осы сөзді қолданған. Мәдина үстел астында жұдырығын түйді.
Мұндай адамдарды білетін. Ермек те солардың бірі еді. 2020 жылы Арманның қарындасы Кәмшат тұрмысқа шықты. Жас отбасыға баспана керек болды. Ата-анасы ымыра ұсынды. Әженің пәтерін жас жұбайларға беріп, Күлзипа Мәткерім қызын қала сыртындағы өңірдегі үйлеріне көшіру. Мен келіспедім, деді Арман ашы жымиып. Әкемнің оған дөрекі екенін білетінмін. Ол оны әрдайым түсініксіз, өмірден тыс адам санады. Музыканттар оның көзінде ақша табалмаған сәтсіздер. Ал анама бәрібір. Зұлым емес пе? Жоқ, жай ғана немқұрайды. 2021 жылы Арман қала маңындағы ауданнан 2 бөлмелі пәтер жалдады. Арзанырақ, орталықтан алыс. Әжесін сонда алып кетті. Ата-анасы ренжіп, хабарласуды доғарды. Қарындасы анда-санда жазып тұрды. Мен өкінбеймін, деді Арман, бұл ант сияқты естілді. Ол мен үшін жүк емес. Бұл менің әжем. Ол мені ата-анам қолы тимей жүргенде өсірді. Мен оған қарыздармын. Сосын ол сәл кідірді. Сөзін таңдағандай. Мен мұны парыздан істеп жүрген жоқпын. Жай ғана оны жақсы көремін. Түсінесіз бе? Міндет болғандықтан емес. Басқаша істей алмаймын. Мәдина басын изеді. Ол мұны тым жақсы түсінетін. Соңғы айларда ол жиі жоғала бастады. Арман бетін алақанымен сипады. Алғаш рет қазанда дүкенге шығып, автобусқа мініп, 3 аялдама жүріп, қайда бара жатқанын ұмытқан. Таксист қайтарып әкелді. Қалтада қағаз болғаны жақсы болды. 2 рет желтоқсанда түнде оянып едім. Ол жоқ. 2 сағат іздедім. Полицияға қоңырау шалдым. 2 квартал жерден тапты. Ол концертке кешігіп бара жатырмын деп айтқан. Даусы дірілдеді. Есікке дабыл қаққыш орнаттым. Бірақ бүгін, желтоқсанның 31 күні, қарындасым қоңырау шалып, айқайға басты. Мені өзімшіл деді. Әженің пәтері отбасыға тиесілі деді. Мен ашуланып, ұрысып қалдық. Дабылды естімей қалдым. Есімді жиғанымда сағат 5:30 болып қалған еді. Әже жоқ. Барлық ауруханаларда. Полицияны араладым. Аудандарды кездім. Оның Қарағайлы алқапты жақсы көретінін білетінмін. Біз жазда осы жақта серуендейтінбіз. Бірақ елді мекен үлкен. Үй көп. Ол көзін жұмды. Оны жоғалтып алдым деп ойладым, деп сыбырлады ол. Таңертең қатып қалған күйінде табылар. Бұл менің кінәм болар еді. Мәдина қолын созып, оның алақанын өз қолымен жапты. Тірі табылды, деді ол нық дауыспен. Сіз кінәлі емессіз. Қолдан келгеннің бәрін жасап жүрсіз. Тіпті көп адамның орнында істейтіннен де артық, деді Мәдина. Арман көзін ашып, олардың қолдарына қарады. Өзінің ұзын саусақтарының үстіндегі Мәдинаның кішкентай алақанына көз тоқтатты. Бірақ қолын тартып алмады. Сіз өте мықты адамсыз, деп жалғастырды Мәдина. Мұндай жауапкершілікті әркім өз мойнына ала бермей. Мықтылықты білмеймін, деп Арман әлсіз жымиып қойды. Кейде қатты шаршаймын. Сонша шаршаймын. Бәрін тастап, ешкім танымайтын жаққа кеткім келеді. Бірақ кейін оған қараймын да. Кете алмаймын. Оны тастап кете алмаймын. Мәдина оның қолын қысты. Менің де әжем болған, деді ол жай ғана. Ол маған ас дайындауды үйретті. Өзінің анасының. Менің үлкен әжем Айман әженің рецепті жазылған дәптерін маған аманаттап қалдырды. Жазбалар өткен ғасырдың 50-60 жылдарына тиесілі. Сия ұқыпты жазу. Әр рецепт естелік. Әжем тамақ жасағанда өткенмен тілдесесің дейтін. Мен ол дәптерді қасиетті дүние секілді сақтаймын. Арман басын изеді. Біз бірдейміз, деді ол. Естиміз, сақтаймыз. Тастамаймыз. Иә, деп Мәдина көз жасын тежей алмай жымиды. Тастамаймыз. Олар үнсіз қалды. Үйдің бір түкпірінде сағат баяу тықылдап тұрды. Мырза дәлізбен өтіп, бәсең ғана пырылдап кетті. Күйеу жігітіңіз, деп бастады Арман абайлап. Неге айырылысып кеттіңіздер? Егер құпия болмаса. Мәдина қысқаша айтып берді.
Ермектің Күлзипа Мәткерім қызын Аязға қумақ болғанын, оны есікке қарай сүйрегенін, пальтосын тепкенін айтты. Арман үнсіз тыңдап отырды. Бет-жүзі бірте-бірте қатайып бара жатты. Сонда сіз онымен әже үшін айырылыстыңыз ба деп сұрады ол әңгіме біткен соң. Жоқ деп Мәдина басын шайқады. Оның шын мәнінде кім екенін көргенім үшін. Әже жай ғана оны әшкереледі. Жасырын жазуды шығаратын реактив секілді. Түсінемін деді Арман басын изеп. Қиын жағдайда адамдардың шынайы бет ашылады. Маскалары түседі. Мен де әлсізді ренжіте алатын адаммен өмір сүргім келмейтінін түсіндім. Дұрыс түсіндіңіз бе? Олар тағы үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік салқын емес. Керісінше жылы еді. Бірін-бірі 2 сағат бұрын ғана таныған емес. Көп жылдан бері білетіндей сезім тудырды. Мәдина кенет ойланып қалды. Олар 2 сағаттан астам уақыт сөйлесіп отыр екен. Уақыттың қалай өткенін байқамады. Ермекпен бірге жүргенде ол әрдайым уақытты бақылап, оның жұмыс туралы монологтарының қашан бітетінін санап отыратын. Арманмен бірге сағатты мүлде ұмытты. Ол әдепсіз емес. Нәзік әзілі бар тапқыр адам екен. Қазан айында әжесінің үйге бөтен итті ертіп келгенін айтып бергенде. Көшеден таптым. Адасып қалыпты дегенін еске алып. Мәдина көз жасына дейін күлді. Ол көп оқыған. Чеховтан үзінділерді жеңіл келтіретін. Жаңа романдарды талқылайтын. Достоевский жайлы пікір таластыратын. Оның жанында Мәдина өз-өзі болып қала алатын. Сөзін іріктеп, жақсы көрінуге тырыспайтын. Жай ғана бар болатын. Әрі бұл бұрын соңды болмағандай жағымды еді. Түнгі 3 шамасында Арман орнынан тұрды. Әжемді тексеріп келейін деді. 1 минуттан кейін қайта оралды. Қатты ұйықтап жатыр деп жымиды ол. Демалуына мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Өзі де тыныш көрінеді. Ол өте мейірімді деді Мәдина күлімсіреп. Бұрын өте зиялы адам болғаны көрініп тұр. Әдептілігі, сөзі. Бәрі соны аңғартады. Иә деді Арман басын изеп. Ол елдегі ең үздік дирижерлермен бірге ойнаған. Еуропаны аралап гастрольде болған. Бала кезімде Вена жайлы. Музыка залдарындағы концерттер туралы айтып беретін. Ондағы акустика сиқырлы. Дыбыс туып, құс секілді қалықтайды дейтін. Ол терезеге қарап бір сәт үнсіз қалды да. Мәдинаға бұрылды. Болса ма деді ол қонақ бөлмедегі бұрышта тұрған ескі пианиноны нұсқап. Әрине, олар сонда өтті. Пианиноның үстінде шілтерлі жапқыш тұр екен. Арман оны абайлап алып, бүктеп қойды да. Қақпағын ашты. Пернелері сарғайғанымен. Бітінеді. Ол табуретке отырып, пернелерді саусақтарымен байқап көрді. Сосын ойнай бастады. Бетховеннің айлы сонатасы. Алғашқы бөлігі. Баяу ойла. Тура жанға өтетін әуен. Мәдина терезе жанында көзін жұмып тұрды. Музыка үйді толтырып, әр бұрышына тарады. Бұл керемет еді. Техникалық тұрғыдан мінсіз емес. Кей жерде Арман бір нотаны басқа шалып, кей жерде кідіріп қалды. Бірақ бәрі шынайы болды. Соншалық шынайы болғаны. Тынысы тарылды. Мырза кенеттен пайда болып, пианиноның үстіне секіріп шығып, әуен ырғағымен пырылдай жатып алды. Арман ойынын аяқтады. Қолдары пернелердің үстінде қатып қалды. Үнсіздік орнады. Сосын ол қолдарын түсіріп, оларға қарап қойды. Мені әжем үйреткен деді ол жай ғана. Кәсіби музыкант емеспін. Бірақ ол үшін ойнаймын. Ол енді ноталарды да, шығарманың атында атай алмайды. Бірақ музыканы таниды. Кейде мен ойнағанда ол жымиып, бірнеше минутқа қайта оралатындай болады. Толық емес. Бірақ бір сәтке. Музыка оның бұрынғы болмысы мен қазіргі күйінің арасындағы көпір секілді. Мәдина жақындап келіп, табуреттің шетіне отырды. Бұл мен естіген ең керемет нәрсе деп сыбырлады ол. Музыка емес. Сіздің айтқаныңыз. Арман оған бұрылды. Екеуінің жүздері тым жақын еді. Мәдина оның көзіндегі шаршауды,
Көз жанындағы жіңішке әжімдерді, иегіндегі жеңіл қырынды көрді. Тағы бір нәрсені байқады. Жылылықты, ашықтықты, қазіргі заманда сирек кездесетін шынайылықты. Рахмет, деді ол сыбырлап. Олар қимылсыз отырды. Уақыт тоқтап қалғандай еді. Терезе сыртында көкжиектен бозғылт жарық білініп, таңның атып келе жатқаны сезіле бастады. Арман аузын алақанымен жауып есінеді. Кешіріңіз, деді ол қысылып. Ұзақ отырып қалыппыз. Әжемнің қасында болу үшін осында бір жерге кілемге жата салсам бола ма? Қандай кілем, деді Мәдина орнынан атып тұрып. Жоғарыда қонақ бөлме бар. Жүріңіз, көрсетейін. Олар баспалдақпен көтерілді. Мәдина бөлменің есігін ашты. Шағын, жайлы, кең төсегі бар. Терезесі баққа қарайды. Рахмет, деді Арман табалдырықта тұрып. Барлығы үшін, әже үшін, әңгіме үшін, және сіз бар болғаныңыз үшін. Мәдина жымиды. Қайырлы түн. Арман, қайырлы түн. Мәдина ол есікті жапты да өз бөлмесіне өтті де шешінбей жатып, көрпеге оранып, көзін жұмды. Бірақ ұйқы келмеді. Ойлары қайта-қайта Арманға орала берді. Оның көзіне, даусына, пианино пернелеріндегі қолына, әжесі туралы соншалық сүйіспеншілікпен айтқан сөзіне. Соның бәрі жүректі қысып жіберетін. Ол өзгеше еді. Шынайы еді. Бетпердесіз, ойынсыз, жасандылықсыз. Бұл қорқынышты болды. Өйткені Мәдина кенет таңертең оның кетіп, өмірінен жоғалып кеткенін қаламайтынын түсінді. Оны жақынырақ танығысы келді. Күлкісін, әңгімелерін, музыкасын естігісі келді. Жанында болғысы келді. Терезе сыртында таң ата бастады. Жаңа жылдың алғашқы күні өз билігін тыныш қана, даңғазасыз алып келе жатты. Мәдина қараңғылыққа қарап жымиды. Мүмкін, бұл шынымен де маңызды бір нәрсенің бастауы шығар. Мәдина көзін ашты да бірден қайда екенін түсінбей қалды. Бейтаныс төбе, әкпен ағартылған ағаш арқалықтар. Сосын есіне түсті. Ләззат апайдың үйі. Жаңа жыл. Ермек әже. Арман ол беті қолын сипалап, төсекте отырып қалды. Ұйқысыздықтан басы мең-зең. Таңға жуық қана көз ілген еді. Ойлар маза бермеді. Ал енді бір иіс оятқандай болды. Кофенің иісі. Мәдина қозғалақтап, иіскеп көрді. Иә, рас. Кофе және тағы бір нәрсе. Тост, жұмыртқа. Ол тез тұрып, джинсын киді. Мыжылған кофтасын таза жемпірге ауыстырды. Басын тарай жүріп баспалдақпен төмен түсті. Асүйде біреу бәсең ғана әуендетіп тұр екен. Арман плита жанында табадағына араластырып тұр. Кеше киген жемпірі мен джинс үстінде. Шашы ұйпалақ. Көзілдіргі мұрнының ұшына сырық кеткен. Үстел үстінде тоз салынған табақтар. Май, тосап, будақтаған екі шыны кофе тұр. Қадам дыбысын естіп, ол бұрылды да қысылып жымиды. Қайырлы таң, деді ол. Қарсы болмайсыз деп үміттенемін. Ерте оянып кеттім. Кеше болғаннан кейін таңға аса артық етпес деп ойладым. Тоңазытқыштан жұмыртқа мен нан таптым. Ләззат апай ренжімес деп үміттенемін. Мәдина есік алдында тұрып, осы көрініске қарап қалды. Өзінің дәлірек айтқанда, Ләззат апайдың ас үйінде таңғы ас дайындап жүрген ер адамға. Кеудесінде жылы әрі нәзік бір нәрсе бір жарып келе жатқанын сезді. Бұл өте сүйкімді, деді ол сыбырлап. Шынымен рахмет. Олар үстелге отырды. Қуырылған жұмыртқа қарапайым, бірақ дәмді еді. Кофе қою әрі хош иісті. Терезе сыртында күн жарқырап тұр. Қаңтардың тап-таза күні. Қардан шағылысып көз қарықтырады. Ауа райы ашылыпты, деді Арман терезеге қарап. Боран өтіп кетті. Әдемілік қалды. Иә, деп Мәдина жымиды. Жылдың алғашқы күні жақсы болайын деп тұр. Олар ұсақ түйек туралы сөйлесті. Мәдинаның таңертең ас дайындағанды ұнатпайтыны жайлы.
Арманның жалғыз тұрған соң соған үйреніп алғаны туралы. Мырзаның оның алаңдаған сәтін пайдаланып достың бір бөлігін ұрлап кеткені жайлы. Үйдің қаладағы қарбаластан кейін қандай тыныш екені туралы. Әңгіме жеңіл ағылды. Мәдина өз-өзін ұстап, Арманға қарап отырғанын байқады. Оның нанға май жағып отырғанына, ыстық кофені ішкенде мұрнын тыжыратып қоятынына, алдымен көзімен, сосын ернімен жымитынына қарап қалды. Қонақ бөлмеден сыбдыр естілді. Сосын сенімсіз қадамдар. Күлзипа апа есік алдында пайда болды. Шашы тарқап кеткен. Жан-жағына адасқан көзбен қарап тұр. Мен қайдамын деп сұрады ол ақырын. Арманушка. Арман орнынан тұрып, оған жақындап, қолынан ұстады. Мен осындамын. Апа, деді ол жұмсақ үнмен. Жүр, жуынып алайық. Ретке келейік. Ол әжесін жуынатын бөлмеге алып кетті. Мәдина судың ағып жатқанын, Арманның бәсең сөйлеп тұрғанын, әженің көмескі жауап бергенін естіп тұрды. Бірнеше минуттан соң олар қайта шықты. Күлзипа апа жуылған, шашы таралған, үстінде жылы халат. Оны Арман рюкзагынан алып шықса керек. Ол әжесін үстелге отырғызып, алдына сұлы ботқасы бар табақты қойды. Күлзипа апа асқа қызықпай қарады. Апа, жеу керек, деді Арман. Ол қасықты алып, ботқадан алып, әжесінің еріне апарды. Қане, қасықтап, дәмді, уәде етемін. Күлзипа апа тіл алғыш баладай аузын ашты. Арман оны баяу, шыдаммен тамақтандырды. Ботқа тамшысы иегіне тамғанда салфеткамен сүртіп отырды. Қасықтардың арасында оның жақсы ұйықтағанын, бүгін күннің шуақты екенін, мырзаның таңертең оған әндетіп пырылдағанын айтып отырды. Мәдина қарап тұрды. Жүрегі мейірімнен қысылды. Әр қимылынан қамқорлықты, әр сөзінен махаббатты көрді. Бұл міндет емес еді. Одан да жоғары нәрсе еді. Ол әжесіне қарыз болған үшін емес, басқаша істей алмаған үшін беріп жүргенсі еді. Таңғы астан кейін Арман әжесіне диванға жетуге көмектесті. Үстіне көрпе жапты. Ас үйге қайта келіп, ыдыс жинай бастады. Енді үйге қайтатын уақыт, деді ол. Даусында қимастық бар еді. Барлығы үшін рахмет. Мәдина, әже үшін. Түнеткеніңіз үшін. Ол кідіріп қалды. Бізге соншалық мейірімді болғаныңыз үшін. Ештеңе емес, деді Мәдина. Мен бәрі осылай аяқталғанына қуаныштымын. Олар киініп, Күлзипа апаны аулаға шығарды. Арманның көлігі қақпа алдында тұр екен. 7 жылдық ескі. Сәл тотбасқан. Бірақ оқыпты ұсталған Лада Гранта. Ол әжесін артқы орындыққа отырғызып, өз күртесімен жауып, белдігін тақты. Сосын рөлге отырды. Кілтті тұтандырғышқа салып бұрды. Қозғалтқыш бір түшкіріп, қақалып барып өшті. Арман қабағын түйіп, тағы бір рет байқап көрді. Сол күйі, қысқа сырыл, сосын үнсіздік. Ол көліктен түсіп, капотты ашты. Мәдина жақындап, оның иығынан қарап тұрды. Не болды? Аккумулятор, деді Арман сымдар мен батареяға қарап күрсініп. Бітті, жылына бір рет болады. Әсіресе аязда. Күзде ауыстыру керек еді. Ол телефонды шығарып, жол көмегі қызметінің нөмірін тауып, қоңырау шалды. Қысқа әңгімеден кейін көңілі түсіп тұрып сөндірді. 3-тен ерте келе алмаймыз, деді ол. Жаңа жыл. Бригадалардың жартысы істемейді. Әрине, такси шақыруға болады. Ол қосымшаны ашып, көлік іздей бастады. Ұзақ күту. Сосын жазу шықты. Жүргізуші тапсырысты болдырмады. Тағы бір рет. Тағы да бас тарту. Арман телефонды қойып, жүзін алақанымен сипат. Ол өзіне өзі жексұрын деп күбірледі. Аккумулятордың ескі екенін білетін. Білді ғой. Арман, деді Мәдина оның қолына тиіп. Өзіңізді қинамаңыз. Тағы біраз қала тұрыңыз. Үй үлкен. Маған ауыр емес. Көмек келгенше күтіңіз. Сосын сабырмен кетесіз.
Ол күмәнданып оған қарады. Біз сіздің қонақжайлығыңызды онсыз да асыра пайдаланып қойдық. Жоқ, керісінше. Мәдина жымиды. Сіз маған серік болдыңыз. Шынымды айтсам, маған тіпті жағымды. Бүгін жалғыз болғым келмейді. Сөздер ойланбастан өздігінен шығып кетті. Бірақ бұл шындық еді. Мәдина кенет олардың кетіп қалғанын қаламайтынын. Кеше ғана болғанның елестері қалған осы үлкен тым-тырыс үйде қайтадан жалғыз қалғысы келмейтінін түсінді. Арман оған ұзақ қарап тұрды да басын изеді. Жақсы, деді ол ақырын. Рахмет, шын жүректен. Олар әжені қайтадан үйге кіргізді. Мәдина каминді жағып, отын салды. Күлзипа апа креслоға жайғасып, бірден дерлі қалқып кетті. Мырза жақындап келіп, әжені иіскеп алды да тізесіне секіріп, бүрісіп жатып қалды. Ол ұйқысында жымиып, мысықты сипады. Жүріңіз, серуендеп қайтайық, деді Мәдина. Ол ұйықтап жатыр. Күн қандай керемет. Қар. Үйде отыру обал. Арман әжесіне, сосын Мәдинаға қарады. 30 минуттай болады, деді ол келісіп. Оянса шақырады. Олар киініп баққа шықты. Табалдырықтан тыс әлем жарқырап тұрды. Қар қол тимеген кілемдей тегіс жайылып, күн сәулесінде миллиондаған ұсақ мұздай ұшқынмен жарқырайды. Ағаштар ақ қалпақ кигендей, бұтақтары салмақтан иілген. Тыныштық соншалық қою. Қар түйіршігінің түскені естілетіндей. Арман еңкейіп, бір уыс қар алып, домалақ жасап, Мәдинаға тентек жымиып қарады. Олар бала сияқты ойнады. Қар лақтырып, дәл тигізе алмай күліп жүрді. Мәдина соңғы рет қашан бұлай жеңіл, алаңсыз күлгенін есіне түсіре алмады. Ермекпен ондай болмаған. Ол мұндайда балалық санайтын. Демігіп тізеден қар кешіп тұрып қалды. Мен бір нәрсе ойлап жүрмін, деді Арман қар басқан баққа қарап. Қала сыртында бір жаққа көшкен дұрыс па деп. Үлкен шаһарға да емес, қала маңындағы ауданға да емес. Сәл алысырақ, учаскесі бар үй тауып, әже қауіпсіз серуендей алатын. Жолы, көлігі, қаптаған адамы жоқ. Тыныш жер. Бұл жақсы ой, деді Мәдина басын изеп. Оған да тыныш болады. Маған да. Ол әлсіз жымиды. Қаладан, қарбаластан, шудан шаршадым. Қарапайым өмірді армандаймын. Бақша, бау, тыныштық. Қашықтан жұмыс істеуге болады. Интернет қазір барлық жерде бар. Мен де соны армандаймын, деп мойындады Мәдина. Бақшасы бар үй. Бәлкім шағын жылыжай. Көк шөп, көкөніс өсіріп, өзің өсіргеннен ас дайындау. Бұл дұрыс болар еді. Олар бір-біріне қарады да. Осы көзқараста ортақ арман, ортақ құндылық барын түсінді. Ал мен ескі фильмдерді жақсы көремін, деді Арман. Кеңестік тағдыр тәлкегі, көліктен сақтан, қызметтік роман, жыл сайын қайта көремін. Мен де. Мәдина жанданып кетті. Тағдыр тәлкегін әр жаңа жыл сайын көремін. Ата-анамнан қалған дәстүр. Ал ірі қала көз жасына сенбейді дегенді де жақсы көремін. Олар қар үстімен жүріп әңгімелесті. Екеуі де классикалық әдебиетті жақсы көретіні белгілі болды. Мәдина Чеховты сүйіп оқыса, Арман Толстойды қайта-қайта оқиды. Екеуі де жорықты армандайды. Арман бұрын тауға шығатын, бірақ соңғы жылдары әжесіне байланысты бара алмаған. Мәдина көптен бері байқап көргісі келген. Бірақ Ермек оны жабайылық санайтын. Мен бір жоба жасап жүрмін, деді Арман әңгіме жұмысқа ауысқанда. Деменциясы бар адамдарға арналған қосымша. Ол бағыт табуға көмектеседі. Үйдің мекен жайын, жақындарының атын, маңызды күндерді еске салады. Адасып кетсе, тіпс арқылы табуға болады. Бос уақытында жасап жүрмін. Аяқтауға жақын. Бұл керемет, деді Мәдина тоқтап. Оған қарап, сіз шынымен маңызды іс істеп жүрсіз. Әжем секілді адамдарға көмектескім келеді, деді Арман иығын қиқаң еткізіп. Олардың отбасыларына да,
Адамды тірі ме? Жоқ па, білмей іздеудің не екенін білемін. Басқаларда мүмкіндік болсын деймін. Мәдина оған қарап. Ішінде таңданыс. Құрмет. Сөзбен айтып жеткізе алмайтын бір сезім өсіп келе жатқанын сезді. Үйден дауысы естілді. Арман, Арманушка, олар бір-біріне қарап. Үйге жүгірді. Күлзипа Мәткерім қызы оянып, креслода алаңдап отыр екен. Мен осындамын. Апа, деді Арман қасына отырып. Бәрі жақсы. Мәдина ас үйге өтіп, түскі ас дайындай бастады. Кешегі үйректі жылытты. Салат қойды. Нан турады. Үстел жайды. Үшеуі бірге тамақтанды. Күлзипа Мәткерім қызы баяу, бірақ тәбетімен жеді. Арман оған салып беріп, тұншығып қалмасын қадағалады. Түстен кейін Мәдина үстелді жинай бастағанда Арман оны тоқтатты. Маған рұқсат етіңіз. Сіз онсыз да көп нәрсе істедіңіз. Ол ыдыс жуды. Мәдина сүртті. Үндемей істеді. Бірақ бұл үнсіздікте бір жылылық, бір үйдегідей күй бар еді. Дәл бұрыннан істеп жүргендей. Арманның телефоны шырылдады. Ол қолын сүртіп жауап берді. Түсіндім. 1 сағаттан кейін. Жақсы. Рахмет. Өшіріп Мәдинаға қарады. Көмек қызметі. 2-де келеді. Қоштасуға 1 сағат. Олар қонақ бөлмеге қайта келді. Күлзипа Мәткерім қызы креслода ұйықтап жатыр. Жанында Мырза камин сыбдырлап жанып тұр. Терезе сыртында күн көкжиекке еңкейіп, қар бетіне ұзын көкшіл көлеңкелер түсірді. Арман терезе жанында тұрды. Мәдина қасында. Білесіз бе, деді ол ақырын. Бұрылмай. Бұл менің өмірімдегі ең оғаш әрі ең жақсы жаңа жыл болды. Мәдинаның жүрегі дүрсілдеп кетті. Мені де, деп сыбырлады ол. Арман оған бұрылды. Олар тым жақын тұрды. Мәдина оның жүзіндегі әрбір детальді көрді. Жеңіл қырынған иегін, қастың арасындағы әжімді, көзілдірік әйнегіндегі оттың шағылысын. Арман 1 қадам жақындады. Мәдина, мен осындамын, деп әженің дауысы шықты креслодан. Қайдасың? Сәт үзіліп кетті. Арман шегініп әжесіне барды. Осындамын, апа. Мәдина терезе алдында өзін құшақтап тұрды. Ішінде бәрі дірілдеп тұрғандай еді. Біз енді мүлде кездеспейміз бе, деп ойлады ол. Осыншама болғаннан кейін бұл дұрыс емес сияқты сезілді. Терезе сыртында қар қайтадан жауа бастады. Үлкен әрі баяу ұлпалар. Баяулатылған көріністегідей. Жаңа жылдың алғашқы күні аяқталып келе жатты. Бірақ Мәдинаның ішкі түйсігі бұл оқиға енді ғана басталғанын сыбырлағандай болды. Механик тез әрі үндемей жұмыс істеді. Сымдарды қосты. Өз жүк көлігін оталдырып. 1 минут өтпей жатып ескі көліктің қозғалтқышы тіріліп, бір қалыпты болмаса да сенімді түрде гүрілдей бастады. Арман ақысын төлеп, алғыс айтты да механикті қақпаға дейін шығарып салды. Бұрылысқа сіңіп кеткенше қарап тұрды. Сосын баяу ғана үйге қайта оралды. Мәдина иығына кардиганын орап, кіреберісте күтіп тұр еді. Күн еңкейіп, қарды қызғылт алтын түске бояп жатты. Бәрі осы, деді Арман баспалдақ түбінде тоқтап. Даусы байсалды шыққанымен. Мәдина оның айтылмаған сөзін сезді. Кету уақыты. Қысқа әрі амалсыз сөз екеуінің арасында ілініп қалды. Олар үйге кірді. Арман заттарын жинай бастады. Рюкзагына қосымша жемпірін. Ас үйде ұмытып кеткен телефон қуаттағышын салды. Мәдина үндемей көмектесті. Күлзипа Мәткерім қызының түнде кепкен пальтосын әкеліп берді. Етігін ұсынды. Күлзипа Мәткерім қызы камин жанындағы креслода отырып, Мырзаны сипап отыр еді. Арман қасына келгенде ол айқын көзқараспен қарады. Бұл ауру уақытша шегініп, ол бұрынғы қалпына жақындаған сирек сәттердің бірі болатын. Біз кетеміз, апа, деді Арман жұмсақ үнмен жанына отыра кетіп. Үйге деп қайталады ол жымиып. Жақсы, мен шаршадым. Арман оны орнынан тұрғызып, аса ұқыптылықпен киіндірді. Әуелі пальтосын кигізіп,
Түймелерін салды. Жағасын түзеді. Сосын бас киімі мен шарфын тақты. Мәдина жанында тұрып, бірде қолғапты, бірде орамалды ұсынып тұрды. Күлзипа Мәткерім қызы Мәдинаға бұрылып, қолынан ұстады. Рахмет саған, қызым, деді ол. Даусы таңғаларлықтай нық еді. Сен жақсы, мейірімді қызсың. Мәдина еңкейіп, әженің құрғақ бетіне бетін тигізді. Аман болыңыз, деп сыбырлады ол. Өзіңізді күтіңіз. Күлзипа Мәткерім қызы басын изеп, оны ананың қызын жұбататындай қимылмен бетінен сипат. Сосын Арман оны есікке қарай жетеледі. Дәлізде Мәдина мен Арман бетпе-бет тұрды. Әже машинада күтіп отырған. Арман қолын созды. Мәдина алақанын оның алақанына салды. Ол қолын қысып, жай қол алысудан сәл ұзақ ұстап тұрды. Оның саусақтары жылы әрі нық еді. Мәдина, мен, деп бастады ол. Сөзін таба алмай кідіріп. Бәрі үшін рахмет. Сіз ерекше жансыз. Мәдина беті дуылдап кеткенін сезіп жымиды. Сіз де. Үнсіздік орнады. Арман оның қолын әлі жібермей көздеріне қарады. Бұл көзқараста алғыста, ұяңдықта, әлі айтылмаған басқа сезімде бар еді. Мен қоңырау шалсам бола ма, деп сұрады ол сенімсіздеу. Қарсы болмасаңыз. Мәдина өзі де таң қалғандай тез жауап берді. Әрине, хабарласыңыз. Ол осы күндері алғаш рет шаршау мен уайым көлеңкесі жоқ. Шынайы жымиды. Бұл күлкі оны жасартып, нұрландырып жіберді. Жақсы, деді ол терең дем алып. Хабарласамын. Ол оның қолын жіберіп, етігін киіп, кіреберіске шықты. Мәдина соңынан еріп, табалдырықта тоқтады. Арман көліктің есігін ашып, рөлге отырды да, бұрылып қол бұлғады. Мәдина да қол бұлғады. Ішіндегі бірдеңе қысылып қалғандай болды. Қоштасудан, белгісіздіктен. Бәрі енді ғана басталатындай бір түсініксіз түйсіктен. Көлік бірден оталды да. Баяу қозғалып, қақпаға қарай жүріп, бұрылып, ағаштардың арасына сіңіп кетті. Мәдина қозғалтқыштың үні толық жоғалғанша кіреберісте тұрып қалды. Сосын үйге қайта кіріп, есікті жапты да, жан-жағына көз салды. Бос камин жанындағы кресло әжесіз. Ас үй үстелі Арман дайындаған таңғы ассыз. Жоғарғы қабаттағы қонақ бөлмеде оның рюкзагы жоқ. Мырза келіп, аяғына сүйкеніп, аянышты түрде мияулады. Міне, Мәдина мысықты қолына алып, кеудесіне басты. Тағы да жалғыз. Бірақ бұл сөздер кеше айтылғандай ашы естілмеді. Ішінде тек жеңіл мұң мен тағы бір сезім бар еді. Күту, үміт. Жалғыздықтың енді уақытша екенін сезіну. Бірақ енді басқаша, деп қосты ол жұмсақ жүнге бетін тығып. Мырза қанағаттана пырылдады. Кеш баяу түсе бастады. Мәдина үйді жинап, қонақ бөлмедегі төсек орынды салды. Ыдыс-аяқты жуды. Заттарын реттеді. Ертең ірі қалаға қайту керек. Арғы күні жұмыс. Қалыпты өмір күтіп тұр. Өз ырғағына қайта шақырып тұр. Өмір қызық құрылған деп ойлады Мәдина. Бір адам кетеді. Екіншісі пайда болады. Бір есік жабылады. Екіншісі ашылады. Ештеңе бекер болмайды. Ол мырзаны есіне алды. Ләззат апай тек бір аптадан кейін ғана келді. Мысықты сонша уақыт жалғыз қалдыруға болмайды. Мәдина қоймадан тасымалдау қорабын тауып, ішіне жұмсақ көрпе салды. Маған қонаққа барасың, деді ол мысыққа. Бір апта шыдарсың. Мырза оған күмәндана қарап. Бірақ қарсы болмады. Кешкі 6-да телефон дір ете қалды. Мәдина оны жерге түсіріп ала жаздап, әп-сәтте іліп алды. Арманнан хабарлама. Жеттік, әже үйде ұйықтап жатыр. Тағы да рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Мәдина экранға жымиып жауап берді. Бәрі жақсы болғанына қуаныштымын. Менде де бәрі дұрыс. Жауап бірден келді. Әже күні бойы мысығы бар мейірімді қызды еске алып отырды. Сіз оны құтқардыңыз, дейді. Мәдина диванда ұйықтап жатқан мырзаның суретін түсіріп,
жіберді де. Күлзипа Мәткерім қызына мысықтан сәлем деп жазды. Олар тағы жарты сағат ұсақ түйек туралы жазды. Жол жайлы. Әженің үйде қашып кеткеннен кейін әдеттегіден тыныш екенін айтты. Мәдина оның әр хабарламасын оқығанда жымиып отырғанын. Телефон тағы дірілдеген сайын жүрегі жиі соғып кеткенін аңғарды. Қаңтардың 3 күні жұмыста 90-дық жоспар туралы іш пыстырар жиналыстың ортасында телефон қайтадан жанданды. Сәлем, күнің қалай өтіп жатыр? Сені кофе ішуге шақырғым келеді. Әже де сені көргісі келіп жүр. Қашан бос боласың? Мәдина әріптестерінің ешқайсысы байқамас үшін экранды алақанымен көлегейлеп жымиып алды да қуана жауап жазды. Мүмкін сенбі күні. Керемет, күтемін. Сенбі қаңтардың 9-ы еді. Күн аязды болса да шуақты шықты. Мәдина қала маңындағы ауданға түске қарай жетіп, көрсетілген мекенжайды тапты. 5 қабатты панельді үй. Кіреберісі ескілеу болғанымен таза. 3-ші қабат. 27-ші пәтер. Арман есікті бірден ашты. Үй киіміндегі жемпірмен, джинсмен, жалаң аяқ тұр. Туған адамын қарсы алғандай күлімсіреп тұрды. Кіріңіз, ол тар дәлізге өткізіп шетке ығысты. Киіміңізді шешіңіз. Әже сізді қатты күтті. Пәтер шағын еді. Кіреберіс. Асүймен біріктірілген қонақ бөлме. Әженің жатын бөлмесі. Өте кішкентай жуынатын бөлме. Бірақ бәрі де жылы әрі жайлы. Қабырғалар бойымен кітап сөрелері. Терезе алдына қойылған тірі гүлдер. Жақтаудағы суреттер. Пианино жанында отырған жас Күлзипа Мәткерім қызы, демікпеге арналған ингалятормен баларман. Күлзипа Мәткерім қызы терезе жанындағы креслода отыр екен. Мәдинаны көрген сәтте жүзі жадырап кетті. Қызым деп қуана дауыстады ол. Мейірімді қыз келді. Мәдина жанына отырып, әженің қолынан ұстады. Сәлеметсіз бе? Күлзипа Мәткерім қызы, қалайсыз? Жақсы, деді әже басын изеп. Арман мені тамақтандырады. Күтет. Жақсы бала. Үшеуі шағын үстел басында бірге түстенді. Арман палау пісіріпті. Жақсы дайындайтыны белгілі болды. Өмір үйретті деп Мәдинаның таңданған жанарына қарап жымиды ол. Әжемен екеуміз ғана болғанда, не өзің пісіресің, не тек тұшпара жейсің. Түстен кейін ол қабырға жанында тұрған электр пианиноға отырды. Күлзипа Мәткерім қызы тіріліп кеткендей креслода тіктеліп отырды. Арман ойнай бастады. Ескі романс. Жанға терең сіңетін әуен. Кенет әжеде қосылып ән салды. Даусы әлсіз дірілдегенімен әуеннен жаңылмады. Мәдина әженің қолын ұстап қасында отырды. Көз жасы өзінен өзі ағып жатты. Әсемдіктен, сол сәттің нәзіктігінен. Ақшаға сатып ала алмайтын, қымбат мейрамханалардан табылмайтын шынайы бір дүниеге жанасқандай күйден. Ол өзін осы шағын отбасының бір бөлшегіндей сезінді. Олар үшін бастысы атақта, жетістікте емес, қамқорлық, жады, адалдық екенін түсінді. Кешке қарай Арман Мәдинаны көлігіне дейін шығарып салды. Аялдамадағы шам жарығында, аязды ауада тұрып, бір-бірінің демін көріп тұрды. Мәдина деп бастады ол да. Кіл тоқтап қалды да. Батылданды. Ерте екенін білемін. Біз енді ғана таныстық. Бірақ сізбен бәрі басқаша. Жеңіл әрі дұрыс сияқты. Мәдинаның жүрегі соншалықты қатты соғып тұрды. Оны бүкіл тұрақ еститіндей сезілді. Мен де соны сезіп тұрмын, деп сыбырлады ол. Қоңырау шалсам бола ма? Арман бір қадам жақындады. Жиірек кездесіп, сізді жақынырақ танығым келеді. Бізді байқап көрсек деймін. Бола ма? Мәдина көз жасына иіріп беріп жымиды. Болып қана қоймай. Керек? Арман еңкейіп, егер шегінгісі келсе, оған уақыт бергісі келгендей баяу жақындады. Бірақ Мәдина шегінген жоқ. Еріндері абайлап, нәзік түйісті. Жерге түскен алғашқы қардай таза еді. Қысқа ғана. Бірақ сол сүйісте бар шындық, бар үміт. Әзірге сөзбен айта алмағанның бәрі бар еді. Олар ажырағанда,
Екеуі де жымиып тұрды. Қайырлы түн. Мәдина, қайырлы түн. Арман ол көлігіне отырып, қозғалтқышты оталдырды да, артқы айнадан қол бұлғап тұрған Арманға қарап тұрды. Өзі де қол бұлғады. Ол көзден таса болғанша, Мәдина ірі қала көшелерімен үйіне қарай келе жатып, ата-анасы қайтыс болғаннан кейінгі 3 жыл ішінде алғаш рет ішіндегі бос кеңістікті емес, толымды бір сезімді аңғарды. Жалғыздықты емес, алда болатын кездесулердің күтуін, болашақтан қорқуды емес, қызығушылықты. Алда не бар екен? Жаңа жыл оғаш басталды. Үзілумен, қоштасумен, аязда қалған бейтаныс әжемен. Бірақ шынайы оқиғалар дәл осылай басталатын шығар. От шашумен, шампаннан емес. Қарапайым адами таңдаудан, көмектесуден, қалудан, бейжай өтпеуден. Мәдина әйнектегі өз бейнесіне жымиды. Алда әлі қаншама дүние бар еді. Кездесулер, әңгімелер, кешкі музыкалар, бірге серуендер, оның әлеммен де, өзінің әлеммен де танысу. Алда маскасыз, шынайы өмір күтіп тұрды. Бұл тек бастамасы ғана еді. Кейде тағдыр бір сәтте бүкіл өмірімізді төңкеріп жібереді. Біз адамгершілікті таңдағанда, өзгенің ауыртпалығына бейжай қарамай, шынайыға жүрек ашқанда, Мәдинаның оқиғасы бізге бір нәрсені еске салады. Ең маңызды кездесулер жоспармен емес, қарапайым дүниелердің шынайы құнын көре алған кезде болады. Қамқорлықта, адалдықта, өз болмысыңды жоғалтпау қабілетінде. Ал сіз Мәдинаның орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Өміріңді бір ғана таңдау бәрін өзгерткен сәттер болды ма? Ойыңызбен бөлісіңіз. Сіздің тарихыңызды есту біз үшін маңызды. Егер бұл әңгіме жүрегіңізге әсер етсе, оны дәл қазір сенімге мұқтаж жандармен бөлісіңіз. Жақсылықтың қайтатынына сенсеңіз, лайк қойыңыз. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Біз мұнда өзіне де, әлемге де адал болудан қорықпаған адамдардың оқиғаларын жинаймыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Келесі кездескенше.